ғибадатханаға қай уақытта барып келдіңіз? Қанша күн болдыңыз? Секс деген нәрсе басқа нәрселерге байланбауды үйретеді. Бір ай өміріңіз қалай өтті Меккедегі? Меккеде идеальный жер емес. Негізі бізден ешкім сұраған жоқ қой, сен мұсылман боласың ба, болмайсың ба? Мұсылман да емеспін, кәпір де емеспін, буддист те емеспін, мен адаммын, мен араймын. Жалғыз басты емес, жалғыздықты қиындық деп көретін адамдар азаяды деп айтайыншы. Қазір ажырасу көбейген сияқты. Әйел шыдайды, әйел көнеді, бір күні шыдамайды, көнбейді. Сосын түсініспедік деп кетіп қалады бұл. Сен жындысың, сен біртүрлісің. Есенсізбе көрермен, кезекті сұхбатты назарыңызға ұсынамыз. Бүгін бізде қонақта рухани жетекші Арай Серікқызы. Бүгінгі сұхбатымызда қонағымыздың ғибадатханада өткен өмірі жайлы және ажырасу тақырыбы және өзіңді тану тақырыптары сөз болатын болады. Егер осы тақырыптар сізге қызықты болса, онда сұхбатты соңына дейін қараңыз. Қош келдіңіз, Арай ханым. Саламатсыз ба, Мира ханым? Қалыңыз қалай? Жақсы. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Жаңа сізді таныстырғанда рухани жетекші деп таныстырдым. Енді сізді монах деп айтуға болады ма? Негізі монах деген атты олар руханилықтың біздегі андай бар ғой. Дін жолында біз уағызшы деп айтамыз, андай деп айтамыз, бірақ әркімге ол мысалға анау монах деген атты ешкім берген жоқ. Мынау монах атты ешкім бермейді. Әр адам егер ішінде сол жолды қабылдаса, егер мен осы жолды қабылдасам, онда осындаймын деп айтуыма болады еді. Бірақ әзірге бұл жолды толықтай қабылдадым деп айта алмаймын. Бұл жай ғана өзімді танудағы бір жол. А егер толықтай өтсем, онда айтуға болады. Жақсы. Сіздің ең алдымен маған сұхбатқа келемін деп хабарласқаныңыз, ол сізге аян болып келген деп айттыңыз, е? Сол процесті кішкене айтып беріңізші. Сіздің көз алдыңызға елестеді ма, жоқ түсіңізге кірді ма осы сұхбат? Мира, ондай нәрсе қоясың ба? Аян деп, білмеймін, аян деп басқа нәрсе десем, енді біздікілердің тілінде эзотерика болып кетуі мүмкін, бірақ сол жаңағы монастырда болған кезде 5-ші күні ма 6-ші күні андай бір глубокий медитация болды бізде. Сол кездерде просто көз алдыма елестей бердіңіз. Тура осы сұхбатымыз сол кезде, прям тура осылай ашылып отқан нәрсем. Сол кезде мен просто түртіп қойдым. И бұны білмеймін, біздің тілмен, біздің өзіміздің қарабайыр тілге салатын болсақ, аян бер деуіміз мүмкін, бұны алдын ала сезіндім деуім мүмкін. Онда нәрселер өте көп негізмейді. Бірақ оған бір үлкен мән бермейді екем. Қай кезден бастап бұндай қасиет ашылды сізде? Енді менің анам үлкен әжемнің қолында болған, нағашы әжем. Ол кісінің екі көзі көрмейді, бірақ көргендерден өте дана кісі. Мамам айта береді, мен екі көзі көрмесе де ол кісінің көкірек көзі ояу кісі болатын деп. Әкем де көрген екен оның тірі кезінде. Сондай моменттерді мен анам маған сілтеп қоятын. Өйткені мен 11-ші кластарда бір түстер көремін, аяндар көремін, сосын мамама барып айтамын ғой, мамам үндемей дей салады. Бірақ сенеді ол нәрсеге. Ал әкем жаңағы ондай нәрсеге мүлде сенбейді, ондай нәрсеге не? Енді мен бір семьяда екі түрлі көзқарас бізде. Мамам ондай нәрсеге қатты сенеді, біледі, енді өзі сондай адамның тәрбиесінде болғаннан кейін білетін. Ол кезде мен де мән бермейтін. Жаңағындай бір нәрселер болатын. Мен ауруханада жатқан кезде мен түсімде сол жаңағы нағашы атам қайтыс болғанын көремін. Потом барып бір күннен кейін мен оянам. Сосын барып мамама айтамын, мама осы ата қайтыс болған жоқ қой десем, жоқ дейді. Потом бірақ сол күні кеште қайтыс болып кетеді. Көп нәрсе сол кездерде бірінші естігенім, Арай бұны қатты нетпе деді. Яғни бұл жолды қума деді ма? Может, енді 11-ші кластағы қыз ол внушать етіп керек емес деп ойлады ма, де болмаса бұны түсінбейді деп ойлады ма. Бірақ мамам көп нәрсеге маған сеніп отырады. Алдын ала жаңағындай біліп отырады, сезіп отырады, үндемейді бұндай нәрсемді. Өйткені отбасыда андай әпкем мен інім кішкене бір твердый әкем сияқты болса, мен более сонда кішкене бір андай әлемдемін да. Сол үшін де мамам ол нәрсеге дұрыстап қарайды. Яғни бұның дұрыс емес демейді. Бірақ қазірде мен бұны бір аян берді, бір сондай бір қабілетім бар, қасиетім бар демеймін, жай ғана интуицияның дамыған деп айта аламын. Монастырда бұны жақсы түсіндім, себебі адам өзімен қалған кезде кез келген адамда сол интуиция жақсы дами алады. Бізде ол нәрсе көбіне әлі ашылмаған ғой, бірақ әр адам өзіне үңілсе, өзінің интуициясы көп нәрсеге біздің тілмен айтқанда аян береді, не болмаса бізге жол көрсетеді, как компас жүреді.
Жалпы осы сізде болып жатқан интуицияның дамуы, үшінші көздің ашылуы, өзіңізді ізденуіңіз деген сияқты процесс қазір көп адамда жүріп жатыр деп ойлайсыз ба? Кейбір психолог мамандар, болмаса жаңа сіз өзіңіз айтқан эзотерикамен айналысатын мамандар қазір заман өзгерді деп жатыр. Адамдар оянуда дейді. Сіз қалай айтасыз? Адамдар оянып жатыр дегенге мен сенемін. Оянып жатыр дегеніміз осы күнге шейін біз өзіміздің қалауымыз қайсы, қоғамның қойып берген қалауы қайсы екенін білмей келдік, ажырата алмай келдік. Сол үшін де оянып жатыр деген ол бір ішінде бір демон оянып жатыр, анау мынау деп оған да кіріп кетуге болмайды. Жай ғана адамдар түсініп жатыр, менікі қайсы, қоғам қойып берген нәрсе қайсы. Жалпы мен кіммін? Мына жаңағы ата-анамның, қоғамның қойып берген ойынсыз кіммін? Өзім кіммін деген сұрақтар. Өйткені біз өмір бақи бір система деп айтамыз, бір мынау ғана бағыт дұрыс деп үйренген кезде адамдар сол шектеуден шыға бастайды. Бір ауырлық болуы мүмкін, бір түсінбеушілік болуы мүмкін, өздерінің өмірінде бір этаптан өтеді. Бір сол этапты ол қиын кезең емес, ол жай ғана ояну кезеңі болады. Өйткені түсінбейді. Вроде жаңағы біздің әке-шешеміз, ата-бабамыз осы бір жүйемен, осы бір жолмен жүріп келе жатты ғой. Неге бізге ол нәрсе қиын болып жатыр жүру деген кезде адамдар ояна бастайды. Оказывается, тек бір ғана жол жоқ екен ғой. Тек бір ғана дұрыс, бұрыс деген жақсы, жаман, осы ғана вариант деген емес екен ғой. Сол кезде вот ояну деген осы процесс. Яғни басқа да варианттардың бар екені, мына әлемде варианттардың шексіз екені вот оянуға алып келеді. Ғибадатханаға қай уақытта барып келдіңіз? Қанша күн болдыңыз? Жалпы осы жақында 25 күн менде тамақтан тек сумен ғана. Алғашқы 10 күні сол жаңағы монастырда болдым, бір ай бұрын. Бір ай болған жоқ даже. Бір ай болған жоқ, 25 күн өтті. Оның алдында Балида болдым. Балида жаңағы бір апта бұл нәрсеге іштей дайындық болды. Әйтпесе ол монастыр жердің бір жерінде негізінде. Таиландта Чангмай деген оның төбесінде жаңағы тау бар, соның таудың төбесіне барасың 5-6 сағат. Мен білмеймін қалай жеткенімді ол жерге. Былай қарасам, егер қазір логикама салсам, мен сонша жол жүріп қалай барғанымды өзім түсінбеймін. Мүмкін алдын ала сол жаңағы 30-ға келген моментім болатын. Июньнің 5-і, жаңа маусым айының 5-інде мен 30-ға келдім толықтай. Сол кезде бір нәрсе пайда болды ішімде. 30-ға дейін арай сен сырттың, қоғамның тырысып келдің ғой сондай арай болуына. Кімсің сен енді деген кезде маған өте ауыр болды сондай сұрақтарға. Мен өзім жалғыз саяхаттап жүре беремін. Балида түсінбеймін. Ешқандай бір мақсат қою болған жоқ. 30-да бір қырам жоям деген жай ғана өзім танайыншы, глубоко өтейінші, бұрыннан бері тануға өзім тырысып едім. Қазір давай глубоко өтеміз деген кезде алдымнан сол бір монастырдың рекламасы шығады. Реклама емес даже, ол монастырда не сайт жоқ, не реклама жоқ, не инстаграм жоқ. Ютубта қарап отырамын да, сөйтіп бір адамдардың сондай опытын көріп қалам. Сөйтіп аяқ асты 1-2 күнде барып кетіп қалам. Өз андай бір нәрсе келе ма, істеп кетем. Көрім керек барып. Сол нәрсе бір кеп тұрса, оны барым көрім керек. Монастырға сол июньнің, кажется, мен бүгін июльдің 27-сі болса, мен монастырға июньнің 15-терінде бардым. Я бір айдан асыпты. Июньнің 15-терінде бардым. Негіз андай ғой, бұның алдында менде Меккеде 3 рет барған опыт бар. Жалғыз бір ай болдым Меккеде. Құдайды, бірінші, екінші рет Меккеге барғанда Құдайды сырттан іздеп барсам, үшінші рет бір ай жалғыз болған кезде өзімді тану болды. Құдай, сен қайдасың, менің ішімдесің ба, қайдасың, жердесің ба, көктесің ба? И бүкіл ғибадат орындары, ол тек монастыр емес, ол тек жаңағы Мекке емес, бүкіл ғибадат орындарында бір ерекше күш бар. Ерекше бір тылсым нәрсе бар. Өйткені енді былай қарапайым тілмен айтатын болсақ, барлық адам құлшылық жасауға барады. Барлық адам бір ішіндегі бір таза ниетімен барады ол жерге. И ол бәрібір сенің ішіндегі бір қандай да бір күшті ашуға көмектеседі, себепкер болады. Егер өзің тани алсаң. Мекке мен ғибадатхананың қандай айырмашылығы бар екен? Меккеде біздің мұсылмандардың ғибадат ететін жері. Буддизмнің ең күшті, ең жақсы маған ұнаған жері ол адам өзін танымай, Құдайды танымайды деп айтады. Өзін танымай, өзін тану деген осы бүкіл әлемдердегі жаңағы сырттағы нәрселерсіз сен кімсің? Сенің жаның, сенің өзің, тек сен біз нәпсі деп айтады, біздің дінде нәпсінің құлы болу дегенді буддисттар былай айтады.
сен тәнің қажет ететін заттарсыз сенің жаның не қалайды, жаның не істейді, жаның қалай байланыс табады деген нәрселерді мен осы жаңағы монастырда буддистердің ғибадатханасында жақсы түсіндім. 10 күн 10 түн болдым. Мүлдем басқа әлем ол жер. Мүлдем басқа әлем. Білмеймін, салыстыруға да келмейді. Яғни Мекке бір бөлек салыстыруға келмейтін, ол жақ бір бөлек салыстыруға келмейтін жер. Тыныс тіршілігін сипаттап берейікші, қалай болды? Сіз алғашқы күні қалай болды? Қалай қарсы алды ол жақта? Негізі мұнда роликтерге қоссақ болады, мен жаңағы влог қылып түсіріп алғам. Басқа әр нәрсені ше, оны жаңағы үлкен қылып ашпадым, бірақ бара салғаннан бастап ана монах күтіп алған кезде мен енді өзім сондай подавленный состояние бардым ғой, енді не ары не бері емеспін. Сосын барып every day happy day, every time happy time деп күтіп алды мен. Мен оған жыным келеді, мынау неменеге мәз, мынау неменеге сөйтіп отыр, еще бәрі аппақ киім киіп алған бүйтіп жүріп жатыр адамдар. Монастырда ешкім сенен мұндай ақша сұрамайды. 10 күн жатқаныңа мұнша ақша деп сұрамайды. Негізі нағыз ғибадатхана жерлері ақша сұрамайды сенен. Мысалға біздің Меккедегі именно қағбаның ішіне кіруге ешкімден ақша сұрамайды ғой. Сол сияқты ол жерде өздерінде ешқандай бір 10 күнде арай мынандай ақша төлейсің деген жоқ. Бірақ белгілі бір деңгейде біздің садақа сияқты donation тастап кетесің. Donation өзің қалаған жаңағы сумаңды, көмегіңді көрсетіп деген сияқты. Сөйтіп келе салғанда сонымен түсіндірді маған. Негізінде мынандай, ол жерде бөлек-бөлек үйшіктер, бір 100-ге жуық үйшік бар. Сосын және адамдар толып кетсе, бір үлкен бөлме бар, әйелдерге, еркектерге бөлек. Ол бөлмеде 200 адамнан жатады, яғни адам толып кетсе. Мен бір жақсы сезонға барыппын, адам аз кезде бардым. Сол үшін маған бөлек өзіме үйшік берді. Жалғыз өзім, сол 10 күн болдым. Киімдеріміз, күнде киіміміз, күнде біз таңғы уақытта бір уақыт, 2 уақыт тамақ іштік болды. И то бізде ол жерде жаңағындай веганская еда, ешқандай ет жоқ, ешқандай май жоқ, ешқандай жаңағы не жоқ, тек күріш, сосын салаттар болды. Ол жақтың графигін айтсам, таңғы 5-те ояндық, күнде таңғы 5-те оянамыз, медитация жасаймыз, бөлмеде жасаймыз, сосын 6-та барамыз да жаңағы монахтар оянады. Монахтар оянған кезде бізге бірінші тамақ жеу үшін біз монахтарға тамақ ұсынамыз. Монахтарға тамақ ұсынамыз, солардан жаңағы благословить етіп дейді, өздерінің тілінде батасын беріп, біздің тілмен айтқанда сөйтеді. Одан кейін барып біз алып 6:30-7-ге қарай біз тамақ ішеміз. Сосын одан кейін біз тамақ ішіп болғаннан кейін 8-де бізде қайтадан медитация басталады. Ол уже жүретін медитация, 2 сағат жүріп келеміз. 2 сағат жаяу, өте баяу, бір адам 10 минутта жүріп келетін жер, біз 2 сағатта жүріп, жаңағы адамның сол кезде жалаң аяқ жүреміз, жанмен бүкіл байланысты сезіндіру үшін, әлеммен байланысын сезіндіру үшін. Маған қатты ұнағанда сол пеші медитация деп айтамын, жүретін медитация қатты ұнады. Сөйтіп онда бізде қайтадан соңғы тамақ жейтін уақыт, тоже жеңіл салаттар жейміз, бітті. Ары қарай келесі күнгі 6-ға дейін тек су ішіп жүресің. Бірақ ары қарай жаңағындай солай түскі медитацияң бар, одан кейін ортасында жүретінің бар, сосын тағы медитацияң бар. Ол уақыттарда мүлде телефон қолданбайсың, ол уақыттарда сен жаңағы сол процесте боласың. Мен үшін, мен андай жалғыз саяхаттап жүрмін, жалғыз жүре беремін деген кезде именно сол жалғыздықтың мүлде ауыр екенін көрдім. Біз телефонмен жүреміз, қолымызға блокнот алып аламыз, сөйтеміз, қырамыз, жоямыз, әйтеуір жалғыз жүрміз, бірақ біз жалғыз емеспіз. Ана жерде мүлдем сенің киіміңде маңызы жоқ. Мысалы Меккеде де сол ғой, ер адамдар ихрам халіне кірген кезінде өздерінің ақ матасына оранады, біз де жаңағы жылтырақ нәрсе кимейміз да. Сол сияқты ол құлшылық жерінде шынымен де сен сырттағы нәрселерден бас тарту арқылы нағыз құлшылығың басталады. Нағыз өзіңді тану процесің басталады. Сол кезде үстімде бір аппақ киіммен 10 күн жүрдім, бір киіммен, сен ойламайсың, мына киім қандай, не болып жатыр. Жай ғана сенің жұмысың сол алғашқы 3-4 күні ой қатты қарсыласады, ой сені. Сосын барып мен сұраймын ана монахтан, хорошо, что қасымда, негізі мен қатты ағылшынша бүйтіп ашылып сөйлесе алмаймын, қасымда бір Паша деген кісі болды, 13 жыл бойы сол саламен айналысады екен, и перевод жасап отырды. Паша, пожалуйста, помоги, деп жатырмын да, Андеша, в чем вообще суть медитации, деп жатырмын да, что мы вообще делаем? Я не могу вообще контролировать себя, мен миым айғайлап жатыр ана жерде. Сосын енді үшінші күні ғой, я хочу избежать деп айтып, мен қашып кеткім келіп жатыр деймін ғой, андайшы. Білмеймін, вроде сырттай тып-тыныш сияқты, бірақ ішім айғайлап жатыр, как будто я неправильно делаю. В чем суть вообще медитация? Что мы вообще делаем, да? Что это вообще? Ой қарсыласады ғой, не істеп жүрсің сен, мынауың не, барсаш, бар, өміріңіз жүрсеш деп.
кеткен кезінде сол жаңағы монахтардың айтқаны медитация ол енді бізді бүйтіп үйретеді ғой, бүйтіп қана отыру, сөйтіп қана сөйту, бір андай сырттайғы нәрселер емес, сондай бол, мындай бол, жоқ. Нағыз медитация ол ойды басқару, ойды басқара алу. Енді ол біздің дінмен нетсек, біздің дінде 5 уақыт намаз. 5 уақыт намазда не үшін оның себебі? Сен 5 уақыт бойы Құдайға барып бүкіл ауырлығыңды бересің. Ойыңдағы жиналып қалған бүкіл ауырлықты бересің. Сол сияқты ол жерде де сен бүкіл ішіңде жиналып қалған жаңағы ойларыңды басқара алу. Яғни арай мына ойдың бәрі адамдардың сырттан құйып берген нәрсесі дейді. Сен андай біздің ішімізде 10 түрлі адам жүруі мүмкін. Көршінің айтып кеткен сөзі, бір көршің айтып жатады, бір жаңағы папаң айтып жатады, мамаң айтып жатады, ағаң айтып жатады, сенің миыңда әртүрлі сөздер жүреді. Сенікі емес бірақ. Яғни медитацияның ең сүйті, яғни мәні, мағынасы ол ойларыңды басқара алу. Ал біз көбіне ойымыз біз басқарып кетеді. Проблемаға кіріп кетуімізде, жылауымызда, сықтауымызда, бір нәрсе етуімізде біз ойдың жетегіне кетіп қаламыз да. Сол кезде ойды басқару. Тіпті біз түсімізде ойды басқаруды үйрендік. Мен оған дейін көп панический атака болып түс көреді. Мен ауыр түстер көремін да. Сол кезде даже түсті басқаруды үйретеді. Түстің өзіндегі жаңағы ол мен сол үшін аян беру дегенге қатты бүйтіп жатқаным сол да. Түсіңде көп нәрсені өзің басқара аласың. Мынаның бәрі ой негізінде. Жиналып қалған ойлар саған маза бермейді. И сол медитация арқылы сол ойды басқаруды үйренесің. Жаңа сіз нағыз медитацияда ең бөлек болады дедіңіз ғой, сол қалай болады, сіз бізге үйретіңізші? Енді біз ана медитация десе біз бүйтіп отырамыз андайшы. Бір бәле поза, бір бәле не деген сияқты. Маған сол жерде ұнаған, мен өмір андай шектеуді көретін адаммын да, бүйтіп отырсаң, бүйтіп сөйтсең, мен жыным келді бұндай нәрсеге. Мен андай тән деңгейінде дейміз ба, сыртпен өлшеп қойса, ана жердегі бір нәрсе жат, тұр, отыр, бәрібір саған. Яғни сен сол моментте ойыңды басқар дейді. Медитацияның мағынасы, мысалы қазір отырсыз ба, 15 минут ойыңызды басқарып көріңізші. Телефонын алып сап. Ойды қалай басқарамыз? Мысалы қараңыз, жалғыз қаласыз бір жерде, мысалы осы жерде жауап саяқ, жалғыз қалдым. Енді миымда 15 минутта бітеді. Ара қуасың, не істеп отырсың мұнда? Не мына отырсың? Сол кезде ана ойларды сізді жемеуге, сіз оны басқаруға сөйлесесіз. Неге сен олай ойлап отырсың? Неге бұдан қашып отырсың? Яғни өзіңіздегі жаңа ішімізде 10 адам дауысы бар, 10-20 адам дауысы бар. Сол дауыстарды сіз басқарасыз. Яғни өзіңіздің үніңіз шығады. Мынау бұл факт емес қой, ол біреудің айтып кеткені ғой, не үшін олай ойлап жатсың? Яғни ойды басқару деген осы. Жай ғана біз тыныш отырмаймыз, адамдардың жалғыздық ауыр қиын дейтіні, потому что дауыстары қиын, басқару қиын. Анау андай, мынау мындай, сөйткен, бүйткен, өз дауыстарынан адамдар көп қашады. Біздегі көп адам өз дауыстан өзі қашады. Медитация деген оның тыныштықта қалу ма? Тыныштықта қалып ойыңды басқара алу. Сонда ютубтағы жаңағы көзіңді жұм, енді орманды елестет деген ол медитация емес па? Енді қараңыз, оның мағынасы қалай? Не үшін жаңағы демалу керек? Енді ол техникалар ғой, былай айтқанда. Ол техникалар сені осы сәтке әкеліп алу үшін. Біз медитация состояниясында сені осы сәтке әкелу үшін бізде жаңағы несі бар да? Көзіңді жұм дейтіні, көзіңді жұм, осы жерде екенін сезін. Денеңнің бүкіл моментін сезін. Сіздер қалай жасадыңыздар? Сіздерге біреу сөйлеп тұрды ма сырттан? Иә, бізде монахтар 3 монах отырады, каждый бір өзінің несі бар, теориясы бар, соны айтады. Мысалы, біз отырмыз да, отырасың, сосын айтады, кімге қандай удобно, сондай позада отыра беріңдер. Яғни денелерің бір жері қиқым керек емес, андай болды, мынандай отырым керек, бүйтіп отырым керек, маған вообще қиын негізі ондай отырушы. Сол кезде ондай нәрсеге, мысалы, дәл осылай отырсам, отырасың да, көзің жұм деп айтады. Каждый пальц сезін дегені осы сәтте екеніңді сезін деген сөз. Біздің ой жүгіреді болашаққа, біздің ой жүгіреді өткенге. Сосын ойды әкеліп алу үшін, мына сәтке алып келу үшін жасалынатын техникалар ол. Бірақ суйты ол жерде емес. Суйты сіздің сол жерді сезініп алған кездегі келген ойлар. Давай енді бір фокусты бір ойға қой деуі мүмкін. Мысалға көбіне медитацияны адамдар бетеді ғой. Бір армандарын орындауға, бір қалауларын орындауға жасайды да. И сол қалауды қалап отырған сәтте ой бетеді. Қумаш, жындысың ба, бұл нәрсе болмайды ғой дегенге сен ана ойды сен басқарып отырасың. Ойды ана жаққа алып келесің, қалауыңа қайтын алып келіп отырасың. Яғни солай ойды басқарасың. Сол кезде түсінесің, мына ойдың бәрі менікі емес, ол сырттан келген нәрсе. Мен өзімдікі мына жерге апара аламын. Мен дәл қазір мынаны ойлауды қаласам, мен осыны ойлай аламын. Жаңағы бізде көз алдына елестетті, осы қалауыңды, осы нәрсеңді, не болмаса осы сәтте елестет десе, ми осы сәттен ой кетіп қалса, ми емес, ой кетіп қалса осы сәттен, сен ойыңды айтасың. Мына жерге қайтамыз, мына жерге қайтамыз. И сол кезде түсінесің, менің ойым маған бағанады екен ғой. Ой менікі екен ғой деген нәрсені, мен оныкі емеспін, мен оның құрбаны емеспін, мына жердегі сөздердің құрбаны емеспін, мына жердегі қанша түрлі қиындықтардың құрбаны емеспін. Оның бәрі мен басқара аламын. Оның бәрі ол ойым не ертеңде, не болашақта жүріп қиналып жүр. Ол қазірге алып келсе,
давай мына жаққа. Яғни медитацияның ең үлкен нәрсесі ойыңды басқару. Адамның ойы таза алмаса да, біз айтамыз ғой жаңағы ойыңды басқарсаң өміріңді басқарасың, жаңағы миыңды басқарсаң, сондай нәрсе. А почему это не получается у всех? А потому что жаңағындай басқара алмайды, бір сәтке әкеле алмайды, ой тұрақты болмайды. А медитация тұрақтылыққа алып келеді, ойыңның тұрақтылығына алып келеді, бір жүйеге алып келеді сені. Өзіңнің таза бір нең болады, әлемің болады. Жаңа намаз оқитында негізі шынымен тақуа адамдарды қарасаңыз, өзінің бір энергиясы да таза, әлемі де таза болады. Оған сыртта қызық емес. Бірақ бәрінде өзінің алдында бәрі кеп тұрады. Бір бүкіл нәрсесі оңынан кеп тұрады. Ал жаңағында өзіңіз байқайсыз, кімнің медитация жаңағы дұрыс жасамайтыны деп айтайын, дұрыс-бұрысқа бөлмеймін, бірақ қаншалықты деңгейде өзіне сай жасамай жатқанын көресіз, өте напряженно жүруі мүмкін адамдар. Медитация жасайды, бірақ напряженно жүреді. Намаз оқиды, бірақ өте напряженно жүреді. Құдайдың бар екеніне сенеді, бірақ сенім артамайды. Сондай моменттерде чем больше адам напрягается, тем больше Құдайды өзін танымай жүр деген сөз. Қаншалық өмір қиын болады. Қаншалықты қорқыныш болады, қаншалықты напрягается, қаншалықты бір андай ертеңмен ойындап жүретін адамда, ол қанша жүз жүре намаз оқыса да сенім арту жоқ Құдайға. Сол кезде түсіне бастайсыз. Мынаның бәрін техника деңгейінде оқымашы намазды, жүрек деңгейінде оқышы, ашшы, ойыңды аш, жүрегіңді аш, сол кезде мүлдем басқа нәрсені көре бастайсың. Медитация жасадыңыздар, сосын сіздерге 2 сағат дәріс оқыды, Кеште бізде всегда 2 сағат сондай не болады. Күнделікті. Не айтатын сіздерге? Сіз алғаш дәрісті естіген кезде қорықпадыңыз ба? Мен осы діннен шығып бара жатқан жоқ. Қызығы, мысалға мен енді ағылшыншаны толық түсінбесем де кейбір жерлерін жақсы ашамын да, бірақ ана кітапты алып, мен андай ChatGPT-ға салам, мен миым өзі түсіну керек, не айтып жатқанша. Ол жерде ешбір кітабында сен мынаған барып, анаған табын, мынаған сөйт деген нәрсе жоқ. Яғни өте базовый нәрселер. Өзіңді сезін, тәніңді сезін, жаныңды сезін, қазіргі моментіңді сезін. Жаңағы дұға оқы, сөйтпейтін нәрсе жоқ ол жерде. Мына жаққа табын, мына жаққа сөйт деген жоқ. Жай ғана мындай бар. Бүкіл денеңмен, бүкіл жаңағы барыңмен осы жерде бол. Көп айтылатын нәрсе ол жерде дәрістерде осы сәтке әкелу, осы сәтке әкелу, осы сәтке әкелу. Яғни ол дәрістердің мән мағынасы осы сәтке әкелу, осы сәтке әкелу. Қорқыныш дегенде мен білмеймін, шіркеулерге де кіре беремін, басқа жерге де кіре беремін. Мен егер менің Құдайға деген, дініме деген сенім өте әлсіз болса, онда мен қорқатын едім. Мен мынаны оқып қойсам, мынаған жолап қойсам, бітті, діннен шығып кетемін деп. Сіздің сол жақта жаңа атап өттіңіз, Паша деген досыңыз болды, иә? Ол кісімен сөйлескен шығарсыз. Ол кісі қандай тағдырмен келіпті? Жалпы адамдар ол жаққа не үшін жиналады екен? Қайдан естиді? Паша ол Россияның бір бизнесмен кісісі, 13 жылдан бері осымен айналысады екен. Сосын жаңағы сол монастырға келгелі өзі бір қанша арай, мен мұнда 10 рет па, 15 рет па келіп жатырмын дейді. Бұл жерге келе беруге де болады дейді. Яғни өзінің, ол кісі қаншама жаңағы монастырларға барған, мына жақтың жүйесі өте жаңағы адамды располагает, яғни жеңіл дейді, андай қинауы жоқ. Негізі көп мен тоже барғандарымды білем, яғни бір жерге бір жеңіске тыққысы келеді, бірақ ол жердегі нәрсе әр адам сондай ауыр жүгімен барған кезде сен одан арман тағы бір жүк бермейді. Өзі бір қиналып барады. Мысалға біз Европадан бір кісімен таныстым, Анжела деген, сол Паша бар, бәрі әртүрлі. Жаңағы Паша 44-ге келген кісі, бірақ әлі үйленбеген, өзінің бір тағдыры бар. Жаңағындай әлі бір қарым-қатынаста бір нәрсесі бола алмай жатыр, өзі түсінбейтін болып жатқан, сырттан бір бәле жасайды, бизнес жасап жатыр, бірақ өзін танымай жатырмын ба, не болып жатыр, оның өзінің сұрағы бітпей жүрген адамды. Әр адам өзінің ішіндегі бір сұрағымен келеді ғой. Сосын жаңағы Анжела, ол мен бала шағамды үйлендірдім, күйеуім кетіп қалды, 56 жасқа келгем, не болып жүрмін, яғни 56-та 75-те өте көп адамдар көп, үлкен кісілер де көп, жастар да көп. Байқағам, жастар бірақ ерте кетіп қалады. Екінші, үшінші күнде жаңағы no funny дейді, қызық емес дейді, кетіп қалады. Бірақ оның мағынасы қызық үшін бармайды ғой адамдар. Көбіне орта жастағы адамдар көп жүреді. Яғни түсінген, не үшін келгенін түсінген деген сияқты. Ең қызығы ол жерде өте көп жаңағы Қытайдан болды, Кореядан, Европадан, Япониядан, осы 30-дан асқаннан кейінгі қыз жігіттерде сөйлессең, әркім өзінің нәрсесін. Біреу мамасын ертіп келген, біреу әкесін ертіп келген, үшінші рет келген кезде әкесі мен анасын бірге ертіп келген қытайлық қыздар болды. Сосын қызық, жаңағы
әркімнің тағдырында біреуі тіпті жетпіске келіп өмірдің мағынасын түсінбей жүрген аталар болды. Оны да көрдім, сосын оны да көресің. Яғни әр адам сұрағы, сол кезде андай монастырда мен андай болды. Бәр адам бірдей, бәр адам бір деңгейде өз сұрағында жүреді. Біреудің сұрағы ауыр, біреудің сұрағы жеңіл, біреудің сұрағы жаман, жақсы деген жоқ. Әркім өз деңгейінде көреді, әркім өз деңгейінде проживать етеді бәр нәрсені. Бәр әдемі. Әркімнің өз деңгейі әдемі. Сол үшін менің қайғым ауыр, ананың қайғысы жеңіл, менің қайғым жеңіл, онікі ауыр деген нәрсе жоқ. Әркім өз деңгейінде өзінікін өтеді. Ана монахтың, сол жердегі монахтың өзінің историясы өте күшті да, Паша айтып берді. Ол кісі 7 жыл 7 ай 7 күн үңгірде отырған. Жаңағы жая өзімен өзі жүреді, сосын сол жаңағы таудың төбесіне барып бір үңгірін көрсетті. Бізге жан жүрген кезде сол үңгірде отырады. Суды жейді, жаңағы ағаштан өсетін ол жерде сол ана бір берекелі бір жер. Бүкіл ағаштарды, біреуінде ананас өсіп жатыр, біреуінде банан өсіп жатыр, біреуінде андай бір өте берекелі бір андай жерді. Сол жерді тауып алғанда сол жерде күнде өздікін жейтін жеп жүреді, ішетін суын ішеді. Сөйтіп, сол айтады, 7 жыл дегенде мен 7 ай бойы осы монастырдың несін миымда құрдым дейді. Яғни миымда ойладым дейді, что мен жанымның тыныштығын тапсам, мен өзім тапсам, онда оңай ғой бүкіл әлемде соны табуға. Сөйтеді, соны ойлайды. Өкімет оған өзі жаңағы, әйтпесе өкіметке жындым айдалада жүрген біреуге барып жер беруге, оған оның жаңағы келісуі деген сияқты. Өкіметке сондай хат жазады екен. Адамдардың жаны тынышталмай жүрген адамдар көп. Мен сол жаны тынышталуына себепкер болатын осы нәрселерді жасағым келеді. Бірақ оған ешкім сен монахсың деп айтпайды, жай ғана өзім осындай жолдан өттім деп айтады. Бір моментте оның бәрі қолдап кетеді. Өкімет оны жаңағы қолдайды, үлкен бір жер береді, сосын қасындағы адамдар келіп көмектеседі, ананы салады, сөйтеді. Бір моментте ана адам жаңағындай сол бір 100-150-ге жуық үйдің ненің иесі болып шыға келеді. Сол кісінің айтатында сол every day happy day, every time happy time деп ана өзінің мантрасы деп айтады, ол кісілер күнде қайталайтын сөзі. Қазір сезінбеген дүние ертең болмайды дейді. Сол үшін бізге қазір сезінуді үйретеді. Яғни мен қалаған нәрсені мен қазір сезіне алмасам, ол менде ертең болады деген сөз емес. Яғни менің арманым, қалауым не үшін орындалмай жатыр емес, мен қазір неге оған сенбей жатырмын, қазір неге оны сезінбей жатырмын. Бізге сонымен үйретеді көбіне. Яғни сол жаңағы монахтың да жасаған нәрсесі сол да, 7 ай бойы соны қазір бардай сезіну. Әр үйді сезіндім, әр адамдардың келгенін, бүкіл әлемнен келіп жатқанын сол 7 ай бойы сезіндім дейді. Адам сезінген нәрсесіне сенеді, сенген нәрсесі болады өмірінде. Монахтар қандай болады екен? Біз енді ол кісілерді кітаптан оқимыз, кинодан көреміз. Шын өмірде қандай екен олар? Өте андай, өте мейірімді деймін ба, өте бір жаңағы олардың қасында жүргенде сен бір өзіңнің бір досыңмен жүрген сияқты боласың. Оларда отбасы болмайды, иә? Әлде отбасы бар, отбасылы монахтар болады ма? Жаңағы өздерінің ғылымға сүйеніп айтады, жаңағы секс деген нәрсе, басқа нәрселерге байланбауды үйретеді. Бірақ өздері ашып айтпайды. Өздерінің отбасы бар ма, жоқ па ашып айтпайды. Бірақ біздің талап бойынша да сонда ер мен әйел ана жерде қол ұстасып жүрмеу керек, 10 күн жүрген кезінде бірге жақын отырмау керек. Жаңа біз Пашаның көзімен бүйтіп сөйлесеміз, яғни өзінде бір белгілі бір ара қашықтық болу керек. Сол үшін монахтар сол нәрсені қатты қолданады. Бірақ өз өмірлерінде айтпайды, өздерінің отбасы бар ма, жоқ па, оны бізге ашық айтпайды. А материалдық жағдай қалай болады? Күшті. Бізден бай. Жаңа айтып отырмын, монах ол жерде бәрін басқарып отырған, күнде ана несі бәрі, өзінің несі, расположениесі. Сол үшін айтатын соға, егер олар әлемді материальный, нематериальныйға бөлмейді, біз бөлеміз ғой. Біз ойлаймыз, монахтар болса, бітті олар тауға кеткен, бедный монахтар, не болмаса тақуалар болса, олар кедей тақуалар деген сияқты. Жоқ, негізі ең тақуа адамдар, ең бай адамдар. Егер шынымен тақуалықты сезінген адам, ол өзін сезінген адам, ол біледі. Ол монах қайдан табады ақшаны? Ол таңнан кешке дейін сіздермен бірге жүрсе, үңгірде, қайдан түсіп жатады ақша? Әлде сіздердің садақаға берген ақшаларыңыз сол кісінің қалтасына түседі ме? Иә. Сол жердің бәрі соныкі ғой, соған түседі ғой. Одан бөлек оған жетім жесірге таратпайды ма? Жоқ, оларда ондай бір не жоқ.
андай жетім жесірді жебеу деген жоқ. Олар өзінің энергиясына келген нәрсені қабылдайды, болды. Сол жаңағы монастырдың көркеюіне саламыз дейді, өздерінің несі бар, соған не дейді. Бірақ ана монахтың қасында бет қызмет етіп жүретін біраз адамдар бар. Енді оны да сұрайды ғой, қызметшілері бар, бізді жаңағы күтіп алатыны бар, ана жерді реттейтіні, жуатыны, тазалайтыны, тамағын істейтіні деген сияқты. Оның бәрі персоналдар, 15-ге жоқ, 20-ға жоқ персоналдар жүреді минимум. Олардан сұрау керек. Негізі біз ойлаймыз ғой, тек мынамен жай ғана баланста ұстайтын адамдар деп айтсам болады. Бірақ көбіне түсінеді, что өзі соған сенсе, бірінші өзі сезінсе, ана әлемге біз бітеміз де, біз бірінші сыртқа жүгіреміз. Сыртпен алысып кетеміз да. Сол ішінде ол нәрсе не қиын болады, не болмай да кетуі мүмкін. Ал мына жерде адамдар өзінің ішінде проживать еткеннен сырттағы қалаған нәрсесі тез келетінін біледі. Сол үшін олар материал, не материал деп бөлмейді. Мен қалайын ба, қаламайын ба деп бөледі, болды. Қалайтын нәрселер болатынына біледі. Сен айтушы. Негіз біздің тақуа адамдар да сол ғой. Біледі Алланың беретініне. Болды. Мен сенемін бе, сенбеймін бе деген сұрақта. Мен Алланың шексіз мейірімді екенін, шексіз жаңағы құдіретке екенін білемін да, мен оған бермейді дегенге мен сенбеймін ғой, береді ол. Бізде оны бүйтеміз, мен дайынмын ба деп ойлаймыз, мен дайын емеспін ба, жаңағындай сияқты. Ол шексіз құдіретті, ол дайындығың мен дайындығыңсыз да бере салады ғой сенің. Дайындығыңды қосып та бере салуы мүмкін. Біз өзіміз шектейміз. Ал ол жақта шектеу жоқ. Олар біледі. Қазір дайын болмасам, дайындығымен бірге келе салады. Яғни осы нәрсеге үйретеді ғой. Яғни ойдағы осы дайын болу керек дегенде біреудің шектеулі ойы да бізге қойып берген. Содан арылтады. Соның бәрі өзіңдікін еледі. Ол жердегі бір маған ұнаған нәрсе, ешкім жаңағы 8 сағатта 8 сағат бойы сен өзіңмен жүресің. Сен соның бір жарым сағаты кеште ғана бір тыңдайтын әңгімең бар. И то ол жаңағы түсіндіреді күндіз бойы не сезіндің, не сезіну керексің, болды. В основном сен өзіңмен өзің жүресің, болды. Тамағыңды да жарты сағат ішіп отырасың өзіңмен өзің. Әркім өзімен жалғыз тамағын ішіп отырады, ешкім сөйлеспейді. Яғни сенің бұл жердегі басты жұмысың өзіңді тану. Сіз қанша қалдырдыңыз ол жаққа? Өте аз қалдырдым. Қанша, құпия болмаса? 20 000 теңге қалдырдым. Басқалар қанша беріп жатыр екен? Көп береді. Шынымен андай өте ол жақтан да байлар да барады, кедейлер де барады, разница жоқ. Мысалға шынымен жан тыныштығын тауып кеткен адам, олар үлкен жаңа пожертвование жасап кетеді. Бір нәрселерін өзгертіп береді, үйлерін өзгертіп беруі мүмкін, жаңағындай $500, $1000, $100,000 тастап кетуі де мүмкін. Яғни монах, который продал свой Феррари деген кітапта да бар ғой, адамның жан тыныштығы это многое стоит. Негізі ол жерде андай менде де көп беруіме болады, бірақ андай перевод, бір нәрсе деген карта болмағаннан кейін наличка қанша болды соны жібердім. И сол кезде сенен сұрамайды да. Саған даже сенің конвертінде сенің атың да жоқ, затың да жоқ. Конверт қолыңа ұстатады, өзің салды, өзің берді. Ешкім мынау ол жақта VIP қонақ деген болмайды ма? Жоқ. Мынау көп берді, мынау аз берді. Сол үшін конвертте сенің атың да затың да жоқ. Просто пустой конверт ұстатады, сен барып бересің, болды. Сіз қазір мантра оқисыз ба, дұға оқисыз ба? Екеуін де оқымаймын, негізі андай көбіне Құдайдан қалай сұрайсыз? Бір дүние керек болса сізге, болмаса бір оқиғаға тап болып қалсаңыз, қиын жағдайға қалай тілейсіз? Осыдан 1 жыл бұрын мен көп сұрайтым. Сол кезде жаңағы осы жолы түсіндім ғой, резко андай ол ой қайдан келгенде білмеймін, может бір жерде жүріп проживать еттім ба. Яғни Құдайдан сұрай беру ол бермейтініне сену ғой. Көп сұрана беретін адам ол бермейтініне сенетін адам да. Мен қазір мысалға жазсам да, бір бәлені қаласам да, мен берші деп сұрамаймын. Ол бар ғой уже деп ойлаймын. Ол бар ғой уже. И менде не болу керек соны тарту үшін. Бізде айтамыз, менде өзім сондай түсінік бар. Мен магнитпін, менің ішімде не бар соны тартам. Сондай нәрсені тарта алмай тұрмын ба, онда менің ішімдегі магнит қалай өзгереді? Яғни менің магнитім қазір ол нәрсені тартуға жетпейтін болса, онда мен өзімнің ішімдегі магнитімді өзгертейін. Яғни берші бермеші емес, яғни Құдай оны басқа адамдардың бәріне беріп жатыр. Ол нәрсе көп, ол нәрсе бар, олар яғни оны бізде дайындық емес, менің сенімім жетпей тұр ма ол нәрсеге, менде болатынына болды. Андай Құдайға ол оп-оңай, жаратушыға оп-оңай, ол easy болатын нәрсе. Бірақ мен оған оп-оңай екеніне сенбей тұрмын ба? Мен оның бар екеніне сенбей тұрмын ба деген нәрсе, ол мүлде бөлек нәрсе. Сол үшін всегда стрелка маған, мен қалаған нәрсе менде уже бар ма?
қазір сезінем ба или жоқ па, вот в этом. Сол үшін қандай да бір нәрсе болып жатса, мен сезінем ба оның бар екеніне, мен сезінем ба оның шешілетінін, мен оны қазір сезініп тұрмын ба, онда менің жұмысым соны сезінуде болды. И это сама по себе будет притягиваться. Менің ішімде ол нәрсе бар ма, ол нәрсе оны тартады болды. Менің ішімде жоқ нәрсе, мен қанша айналайын, ол магнит оны тартпайды. Біз үйренгенбіз, біз сырттан іздеп, неге ол болмай жатыр, ол неге жаңа қиын болып жатыр деген сияқты. Сол қиын болып жатқан жоқ ол. Ол қиын, Құдай бит мынау қиын, мынау оңай деген жоқ, адамдар оны қиын оңай деп ойлап алған. Бізді армандау, қиялдау деп ертеңге, бүрсігінге, потомға сенімді үйретеді. Армандаған сайын, сұраған сайын, ертең, ол жоқ қой, ол иллюзия ғой, ертең жоқ. Біз соған сенеміз. Біз сенеміз, ол қазір емес, ертең болатынына. Ол ертең деген ол жоқты. Сондай. Қазір менде бар ма, менің энергиям қазір оны сезем ма, мен қазір сол сәтте бола алам ба деген сұрақ қана болды менде. Мен біртүрлі ма? Сізге біртүрлісің деп айтатын адамдар көп болады ма? Баскерей олармен араласпауға тырысамын негізінде. Бұрын андайым. Енді андай ғой, мені бәрі түсінші деген ой болған кезінде, ондай адамдар көп болатын. Сен жындысың, сен біртүрлісің. Қазір мені бүкіл әлем түсінбесе де болады, мен өзімді өзім түсінген ең маңызды нәрсе емес па деген кезде, ондай нәрсені өте аз естимін. Тіпті айналамда ондай адамдар жоқ. Бұрын біртүрлісіндегі адамдар қазір восхищаться етеді. Бұрын оландай ғой, жаңағындай сыртпен өлшеген кезде мені күшті деп ойласыншы, сол үшін өзгерейін, мені былай деп ойласыншы, сосын өзгерейін деген кезде болады. Қазір мен өзім үшін қазір күштімін ғой, болды ғой. Яғни менің сыртымдағы киімім, менің денім сау, сол емес екенін өлшемейді. Сол сияқты адамдардың маған деген ойы менің өзіме деген ойымды өлшемейді, өзіме деген көзқарасымды өлшемейді. Соны түсінген кезде адамдардың ойы да басқа нәрседе маңыздылық етіп қалады. Бізді былай үйреткен, қаншалықты қымбат киім, соншалықты сенің денең құнды деп. Менің денем жоқ болса, киім нафиг керек ол жерде. Сол сияқты қазір түсінемін, что мен болмасам, мына адамдарда жоқ мен үшін. Сол үшін мен бармын, менде болды. Бәрі сен барсың дегенді көрсетті. Мен бармын, мен құндымын дегенде бүкіл әлем сен барсың, сен құндысың деген магнитін тартасың болды. Арай, сіз ғибадатханаға бардыңыз. Меккеге 3 рет бардыңыз, Соның арасында сіздің өзіңізді тану жолында мынандай да бір қадам болған екен. Аяваска шегіп көргенсіз, Қазір осы экранның нарық жағында аяваска шексем ба, осыны шексем мен байып кетуім мүмкін дейтін адамдар болуы мүмкін. Сіз оларға не айтасыз? Ұнады ма сізге? Кеңес бересіз бе шегуге? Тағы да айтайыншы, менің жолым, басқа адам жолы барып, егер адам дайын болмаса, қуат жынды болады. Яғни өзін өз көтере алмай қалады. Ол сырттан өлшеу емес, қуды жынды болды дегеніміз, өз энергиясын өз көтере алмай қалады. Сол үшін аяваскадан кейінгі естіп жатырмын қанша адамдардың былай қуып кеттім, былай сөйттім, өзім түсінбей кеттім, кейбіреу суицид жасауы мүмкін, өйткені ол нәрсе дайындықпен баратын нәрсе. Сізде қалай болды? Менде ол Балида аяқасты бір дайындалған да жоқпын. Жаңағындай Балида өте көп ритуалдар жасайды негізінде ше. Именно мұны бір очередной бір не сияқты қабылдадым. Ретрит па бір нәрсе деп бара салайыншы деп ойладым. Сол кезде барып мен оны түсіндім. Бұл сондай екен, болғандай екен деген кезде барып. Білмеймін, егер саналы түрде барсам, мен алдын ала бармас едім. Бірақ сол кезде түсіндім. Бұл ешқандай қорқынышты нәрсе емес, бұл ешқандай да бір қиын нәрсе емес. Бұл егер жаңағы мысалға монастырда өзіңді тануға экологично баратын болса, ол жерде бір моментте сен соны не экологично сезінесің ғой. Жеңіл тілмен айтқанда сондай болады. Ол тек қана Балиде сатылады ма, әлде біздің Қазақстанда да сатылады ма? Жоқ, біздің Қазақстанда жасайтындар да көп, Москвада жасайтындар да көп, Балида жасайтындар да көп. Оны алып жасай береді негізінде. Сізге кім ұсынды? Өзіңіз естіп бардыңыз ба, әлде бір сондай ұйымдастыратын турлар бар ма, апарып аяваска шектіретін? Қазір байқасаңыз сұхбаттарда осы тақырып жиі айтылып жүр. Бұрын болған оқиға болса да, енді адамдар ашық өзінің шеккенін, қалай шеккенін бөлісіп жатыр адамдар. Бұл негізі тоқтатылу керек дүние деп ойлайсыз ба? Бұл негізі біздің елімізде заңсыз дүние ғой. Адамдар сыртқа жүгіре бермеу керек деп ойлаймын. Қандай да бір нәрсеге сыртқа жүгіре бермеу керек. Тәуелділік алып келуі мүмкін. Білмеймін, мен
ақылға салып сол кезде енді ақыл бар болғанына рахмет. Андай тәуелді болатын болсам, егер мен бұл нәрсемен андай адамдар 2-3 рет қайталап баратында, сол 4 рет қайталап баратында. Біздің қазақтар апарады ма? Менің енді ұзын құлақтан естуім бойынша осы Қазақстандағы танымал психологтар ұйымдастырып апарады екен. Сол қаншалықты рас? Мен негізі ешқандай психологтармен Қазақстанда араласпаймын да, танымаймын да, қарамаймын да негізінде. Енді мен көрем, айтқандарын естимін шулатып, бірақ мен өзім Балиде адам танымайтын адамдар бүйтіп байланыстырып, сөйтіп өзім жалғыз жүріп көріп қалған нәрселер болды. Бірақ мен біздікілер барыпты, оларды ұйымдастырыпты. Мен скорее всего ондай нәрсеге жоламауға тырысамын, ұйымдастырылған нәрселерге. Өйткені, во-первых, менің энергиям келмеуі мүмкін ол адамдармен, ойым, пікірім келмеуі мүмкін. Әркім әртүрлі ниетте барады деген сияқты. Мен өзім жүріп бір ой келе ма барам, болды. Маған қасыма негізі адам керек емес. Наоборот, қашам ондай нәрседен. Егер өйткені бәрі әртүрлі оймен барады, әртүрлі нәрсе мынаны құюы мүмкін, сен даже түсінбейсің не болып жатқанын. Ана жерде даже мен қуанамын, ана балиліктер не тілін түсінбедім, не ағылшынша түсінбедім, ол нәрселерін просто көрдім. Сосын барып уже 3 күннен кейін есім жиған кезде қоя сал. Қоя сал, болды. Көрдің ба, классно, молодецсің, түсіндің. Сосын барып бұны экологичн жасауға болады, өзіңді экологичн тануға да болады. Ішіңдегі жаңағы аябасқа деген біреуде мынандай оянды, біреуде мынандай сезінді, біреу сөйттім, бүйттім дейді ғой. Молодец, күшті, оның бәрі күшті. Егер ол жол оған көмектесетін болса, ол жол да дұрыс. Бірақ мен қазір оны қолданбаңдар деп те айтпаймын. Біреуге қолданып пайдасын беріп жатуы мүмкін. Біреуі қолданып зиян шегуі мүмкін. Просто сыртқа тәуелді болмауға ұсынамын. Егер миларыңыз қатты соған апарғысы келіп жатса, білет көріңіздер. Көріңіздер андай да. Біз андаймыз ғой. Пока өзіміз көрмейінше мы не успокоимся же. Егер сонша ішіңізде бір үміт, бір бәле тұратын болса, содан бір бәле шығады деген бір ожидание болатын болса, көрді ожиданияның бәрі жоқ екенін түсін, что оның бәрі иллюзия екенін түсін. Болды. Не болмаса шынымен саған ол күшті әсер етуі мүмкін. Андай ғой, адамның өзін өзі тану үшін біреуге бір нәрсе көмектеседі, біреуге басқа нәрсе көмектеседі. Ол өз жолында өзі үшін дұрыс та. Мен қазір мынау дұрыс емес, мынау дұрыс деп айта алмаймын. Мен үшін дұрыс болған нәрсе адамдар жындысың деп айтуы мүмкін да маған. Мынау қуама, монастырға барып, 3 рет Меккеге барып, жынды ма айлап жатып, олар үшін дұрыс емес та. Бұл менің жолым үшін маған ең дұрыс жол болды. Мен айта алмаймын ертең. Аябасқа шеккендердің мысалы күшті мамандарды, оларға может дұрыс болған шығар, мен білмеймін. Қайталап шеккендері бар шығар, оларға вообще ұнаған шығар, білмеймін. Әркімнің жолы әртүрлі негізінде. Біреуге біреу көмектеседі, біреуге бұнан көмектеспеуі мүмкін да, мен онымен шешпеймін. Көрсін. Бәрі көрсін, өз жолын көрсін. Мынадан сақтаныңдар деп те айтпаймын. Көріңіздер өз опыттарыңызды, бірақ біреуге ілмеуді үйреніңіздер. Мынау апарды, мынау сөйтті, мынау болды, сосын андай болып қалды емес. Жай ғана өз жолыңды өтіп жүрген бір адамсың, болды. Меккеге баруыңызды сыртқы күшке байлану деп есептейсіз ба? Қатты иллюзия болды. Құдайды сырттан іздеу деген иллюзия көп болды. Ең бірінші 2021-де бардым, сосын 2023-те, 2024-те өте қатты сырттан байланған кезім болды. Сосын сол жерде 2021-де ең алғаш балған кезде туркомпаниямен бардым, қасымда құрбым болды. Сол кезде мен орамал кидім. 2 айдан кейін шештім. Орамал киген себебім Меккеден келатқан кезде енді бітіп жатыр соңғы күндер. Арай құлшылығың қабыл болмайды. Қасымда құрбым орамалдайды. Арай құлшылығың қабыл болмайды. Кей орамал. Кезде мен жасым 25-те ма, 24-те ғана андай. Өзім бүйтіп Құдайға бүйтіп барған кезде қорқыныш, үрей андай. Қазір сөйтіп ақтап алатын шығар, білмеймін сол жол дұрыс болды ма, білмеймін. Бірақ мен орамалға келдім. Сол кезде Меккеден орамалымды шешпей келдім. Әкем де жаным, мамам да андай жарайды өзің көр деді ғой, андай дұрыс деген жоқ, өзің көр деді. Олар да түсінді ғой, может жас деген шығар, білмеймін. Сөйтіп 3 айдан кейін оны шештім. Шешкенде маған тар болды. Енді ол жақта енді Меккеде бәрі киет, бәрі сол жерде, ол жерде білінбейді. Амын жақта мен де тіпті сол кезде Меккеге баратын кезде мен орамал кимеймін деп барғам. Мен барып көргім келеді. Елдер Құдайды осы жерін танып жатса, мен көргім келеді, сезінгім келеді деп барғам. Бірақ түсіндім, что сен қанша өзіңнің ішіңде ол кезде ішкі тірегім қалыптаспаған адамын да, өзім әрең жүрген адам, ол нәрсе қатты адамға әсер етіп кетеді сыртта. Сөйтпейді деген нәрсе, анау еще құлшылығың қабыл болмайды, сөйтпейді, сонша сұраған дұғаларың қабыл болмайды, киіп ал дегенге сен аласың, киіп аласың. Сол үшін адам саналы түрде әлсіз кезде, өз-өзін басқара алмайтын кезде, өз-өзіне тірек емес кезде көп сыртпен контакт ұстап керек емес.
ішкі тірегі қалыптаспай өте көп жаңағы кеттік аябасқа анда болса анда болса мында деп сен уже бір күн түсінбей қаласың, сенікі қайсы оныкі қайсы. Сол үшін біздің адамдарға бірінші ішкі тірегін қалыптастыру керек. Сөйтіп 3 айдан кейін орамалымды шештім. Шешкеннен кейін андай депрессияға кеттім. Деп ойладым, мен Құдай енді жақсы көрмейді, бітті. Орамалымды шештім, Құдай енді мені жақсы көрмейді. Сөйтіп екінші рет барған кезде Құдай мені шақыршы Меккеге, сен мені жақсы көрмей қалдың ба, уже тағы сырттан іздеп жатырмын. Сөйтіп Меккеге бардым. Сол кездерде Меккеде бір ай жаттым, жалғыз өзім барып. Потом барып успокоилась. Одан кейін кимедім. Екінші рет барғанда, үшінші рет барғанда орамалды кимедім. Мен түсіндім, что бұл орамал үшін, басқа нәрсе үшін емес, бұл мен жаным тыныштығы үшін барған нәрсе болды. Сөйтіп уже қорқып бізді қорқытады, еще Құдай шақырмай қояды, сөйтеді, бүйтеді. Потом бүкіл иллюзиямды өзім шешіп, өзім барып түсіндім алдым. Ондай нормально. Бірінші рет жаңағы туркомпаниямен барсам, қалған 2 рет өзім жалғыз бардым да, сосын успокоилась. Бір ай өміріңіз қалай өтті Меккедегі? Оразада бір ай Меккені қай жерде тұрдыңыз? Негізі Меккеде отельдер өте арзан. Бірақ ораза кезінде қатты қымбаттап кетеді. Ораза обычный кездерде күніне 7 мың, 10 мың болатын отельдер ораза кезінде 30 мың, 40 мың болып тұрады. Сөйтіп сол кезде қатты барғым келді, потому что орамалым шешкеннен кейін момент болатын, бір ай жалғыз қалу да сол үшін керек болды. Құдай мені ешкімсіз, мен өзің естейінші, маған ешқандай посредник керек емес, ана ортадағы гид, имам, шынымен мен өзім сенімен тапқым келеді. Кітабымды алып, өзім бүйтіп анда бардым, умраны нетіп, мында бардым, жаңағындай, мен сені өзім танығым келеді дедім. Маған ортада посредник керек емес сені тануға. Сөйтіп барып Құранымды алып оқимын, сөйтем, бір ай бойы құлшылық күнде, бір ай бойы не өте әдемі өтті. Бірақ Меккені басқаша тани бастадым. Яғни сен о жерге бір 7 күнге, 8 күнге барып келгенің бөлек, ал тыныс тіршілігін бір ай тұрып көру, ол мүлде бөлек. Не көрдіңіз? Не байқадыңыз? Базар. Адамдарды тіпті ораза кезінде өте жаңағындай, енді бізде оны көп айта бермейді. Анда қысылып жатады ғой адамдар Қағбада. Сол кезде неше түрлі адамдар, неше түрлі жерінен ұстап кетеді. Кейбір моментте жеркенген кезің болады, соны талпаға кіргің келмейді, Қағбаны ұстап атсаң, ан жақта біреу сенің бір жерін ұстап атады. Яғни ол жерде мұсылман емес адамдар да жүреді. Біреу бір нәрсені ұрлап атады, даже вывескалар жазылып тұрады, абайлаңыздар, өйткені жаңа ораза кезінде өте көп адам болады, өте көп адам. Ұрлап кетуі мүмкін, алып кетуі мүмкін, сені бүйтіп сипалап кетеді, тиісіп кетеді, сол үшін абайлаңыздар деген вывескалар өте көп. Сол кездерде андай болды, шынымен де дін өте идеальный, бірақ адамдар идеальный емес. Жаңағы Құдайдың Алла Тағаланың жер бетінде идеальный жер бесі жоқ қылып жүрем дегенде сол Меккеде идеальный жер емес. Ешқандай бір идеальный жер емес. Өйткені адамдар бар жерде идеальность жоқ. Меккеде адамдар бар жерде мінсіздікті күтіп керек емес. Мен соны алып көзім ашылды. Мен оны идеальный деп жүргем. Өйткені адам ешқашан идеальный емес. Идеальный болса жоқ қылам деді. Онда неге ұмтылдым, неге идеальныйсыз дедім деген нәрсе болды. Онда ешбір жерде мінсіздік деген жоқ. Меккеде де мінсіздік жоқ. Сондай. Әдетте бізде қалыптасқан ғой пікір, Құранға сондай бір қасиетті деп есептейтін Меккеге олай тіл тигізуге болмайды деп жатады. Мен бұны тіл тигізу деп қабылдаймын, білмеймін. Мен Құран дін идеальный екенін білем. Құран дін идеальный, бірақ жер идеальный емес. Ол жерде адам бар ма? Адам баласы идеальный емес. Онда ол жер идеальный емес. Бірақ жаңағы айтқандай кез келген ғибадат орында өте күшті энергия бар. Адамдар құлшылықпен келеді. В основномда. Ол жерде тез жаңағы біреулердің сұраулары қабыл болып жататын да сол да. Энергия басқаша жұмыс жасайды. Ал в целом Мекке ол адамдар тұрып жатқан жер ғой. Ол жерде жаным сексом занимается. Адамдар көбейеді ол жерде. Ол қала ғой. Именно Қағба, ол қасиетті жер, бірақ Қағбаның айналасында да адамдар неше түрлі нәрсе жасап жүр. Сол үшін де иллюзия кетеді. Құдай Меккеде емес, Құдай сыртта емес. Жаратушы Алла Тағала ол сенің ішіңде. Оны сырттан іздеме, болды. Сол нәрсені түсіндім. Меккеге бару дұрыс емес деп есептейсіз бе сонда? Жоқ, барсын.
сіздің қазір өміріңізде бір кезең жүріп жатыр. Ажырасу сізге қалай әсер етіп жатыр? Қазіргі күйіңіз қалай? Менің 2 ұлым бар. Мен 17 жаста тұрмысқа шыққан. 17 жаста тұрмысқа шыққан кезде, не үшін ерте десеңіз, біздің семьяда ерте шығу ол дұрыс деп саналды. Дұрыс дегенде уже 11 класстан бастап бізге тұрмысқа шығу керек. Мен әпкем бар, інім бар. Әпкем 18-де, мен 17-де, інім 20-да үйленді. Біз үшеуміз де ерте, былай айтқанда. Әкемнің өзінің ата-анасы ерте қайтыс болған. Ол кісінің өзінің бір қорқынышы болды. Біздің тойымызды, біздің қызығымызды көрмей кетеміз бе деген. Сөйтіп, менің алғашқы жігітім, енді әкем таныстырған жоқ, оны өзім таныстым. Алғашқы жігітім 16 жаста таныстық, сол үйге барып 18-ге толдым. Почти 18 тұрмысқа шықтым ғой, 2 аптадан кейін сол үйге барып 18-ге толдым. Бір үйдің жалғыз баласы. Бітті сол кезде, розовачкин бәрі бітіп қалды. Тұрмысқа шыққан кезден бастап өйткені. Қанша уақыт отастыңыздар сіздер? 11 жыл. 11 жыл. Сіздің келін болып аттаған кезіңізден бастап түсіндім деп отырсыз, розовый очким сынды деп отырсыз. Одан кейін көп уақыт өткен ғой. Сіз ол аралықта ажырасу туралы ойланбадыңыз ба? Негізі біздің халықта мындай ғой, любой нәрсеге әйел кінәлі ғой. Мысалға мен сол жаққа барған кезінде білдім, менің сол бұрынғы күйеуімнің удаман екенін білдім. Алғашқы 2 жыл ол қатты ойнады. Оказывается, оған дейін де ойнап жүрген екен. Сол кезде сен әйелсің ғой, сен қойдырасың ғой. Әйел қойдыру керек. Түнде ішіп, таңғы 3-4-те келсе, значит, сен дұрыс емес әйелсің. Сол үшін келмей жатыр ол. Любой нәрсеге стрелка бізге кетеді, стрелка әйелге кетеді. Сосын ойлайсың, шынымен, менде шығар проблема. Бүкіл нәрсе өзің аласың, менде шығар. Может, сол үшін келмей жүрген шығар үйге. Бірақ кеше түскен келінсің, жасың 18-де, мен миыма сыймайды, бірақ сонда да сені кінәлайтын. Әйелге асығып тұру керек, үйге асығып тұру керек, саған неге асықпайды дейсің, бәрін жасайсың, маған асығу керек, сөйту керек деп. Сөйтіп жүргенде, 2 жылдан кейін жаңағы мен көтерген кезде ол ұлдаманствосын қойды, уәдесін берді. Ұлымды дүниеге әкелдім. Өте бір жаңағы өту керек кезеңдерім болды бұрынғы енемен. Ол кісінің тарапынан да андай көп ауыр сөздер естейтінмін. Сен Қытай, сен оралма, мен балама тең емессің, қуан деген сияқты. Сөйтіп баламды бір туа салған кезде 10 күн болған кезде, даже 10 күн болған жоқ, бір 7-8 күнде қысты күні үйден қуып шыққан енем бұрынғы. Содан бастап ара өзім жұмыс жаса, есін жи деген нәрсе болды. Сол күнге дейін мен әкем асыраса күшті, жаңағы тұрмысқа шықты, менде күйеуім асыраса күшті деп біздің менталитет бойынша ойлаған, бірақ сол нәрсе бір оянуыма, алғашқы оянуыма себепкер болды. Арай сенің ұл туып бер, ойбай, сонша күткен балаларын туып бер, сен қанша жас бол, разница жоқ. Сенің құның бір тиын әйелсің. Яғни сол кезде андай болды, қазақ қоғамында әйелдің құны бір тиын. Қанша жерден андай ғой, анау баласы ішіп жатса да, ұлдаман болып жатса да, не болып жатса да, менің балам алтын, сен қалай келдің, менің балам сен қалай алды деген сияқты. Қазір енді білмеймін, мынандай спокойно айтып жатырмын, ол кездерде өте ауыр кезеңдер болды ғой. Бұл оқиғалардың барлығы менің түсінуімше бұдан бірнеше жыл бұрын болған, Қазір осы ажырасуыңыздан алдыңғы уақыттарда сіздерде негізі біздің қоғамның тілімен айтқанда барлығы жақсы болған. Күйеуіңіз ойынын қойған. Енеңіз сізге бұрынғыдай өміріңізге араласпайды. Бөлек шықтық. Не себеп болды ажырасуыңызға? Күйеуіңіз сізді былай айтқан кезде алақанына салып отырды, Андай ғой, менің случайымда жақсы табыс табады. Мен ұрғанда, соққанда кетпедім. Мен ойладым, ұлдаман болғанда кетпедім. Менде деп ойладым. Шынымен андай бар ғой. Біз сондаймыз, біз әйелдер деген даканса, бізді солай үйреткен. Даканса, өлігің шықсын деп айтады, өлігің шықсын деген үйреткенді. Сөйтіп, ол жаңағы ұлдаманствосын қойды, ішпейді, шекпейді, уже өте күшті шынымен де соңын алғашқы 5 жылдықта көрген болсам, потом жаңағы 9-10 точкасын ашып, компьютерный клубтары, өзі айтишник жаңағы өте жақсы, 2 ұлымыз бар, идеальный бәрі. Күнде гүл, күнде подарка, бөлек тұрамыз, мына елге не жетпейді деген нәрсе болуы мүмкін. Шынымен менде аптасына 2-3 рет гүл, подаркалерім, не сұрайым бәрі, Америкаға дейін бардық.
бірақ соңғы моментте мен андай болды, бір жай ғана бір кішкентай бір ұрысқа, кішкентай бір нәрсеге сен қайыршы, сен кімге керексің, сен менсіз кімсің деген сөздер естідім. Сол кезде мен андай не болды, андай ғой, бір кеудеңнен етер жүреді да, бірақ кешкісін келіп қызығы енді мен одан бүйтіп сразу кетіп қалмаймын ғой, ол нәрсе болмаған сияқты. Мен сол кезде маған сол кезде қорқынышты болды. Мына адам, енді ол оған дейін де болып жатқан нәрсені елемейсің, бірақ сол сөз әуір тиді да, сосын етер келіп сосын ол үшін адам ренжи ма деп сосын құнсыздандыра салып, сосын барып өз ішіммен ойланып жүрдім, неге мен мынаның бәрін көтеріп жүрмін. Я өте күшті, сырттай ақша береді, бәрін жасап жүрген сол негізші. Но бірақ мен ойлайтын, мен сол сәтке дейін ойладым, мен отбасылы адаммын, мен 2 ұлым бар, мен жаңағы күйеуім бар, мен семьямын, келген кеткен адам бәрін айтамын, мен уже семьямын, мен уже соның артынан жүремін. Менің қиялымда, менің ойымда сондай нәрсе болыпты, мен отбасымын деген. Ал ол жерде мынаның бәрі менікі айналайын, кому ты нужна деген кезде ішімде андай ой болды менде, шынымен де Арай, ол сөз не үшін ауыр болды? Сен мына жерде құның жоқ болды ғой, сен бүкіл құныңды еркекпен өлшедің ғой, құдайыңды еркек жасадың, онда ал жауабыңды. Мен оған бір андай қатты неткен де жоқпын, мен киімдерін жинадым да, уже 1-2 күннен кейін кешірім сұраған жоқ, ештеңе болған жоқ, сондай болды, мына жерде маған не безопасно дедім. Мен тағы бір енді ол прямо қатты итеріп бір кішкентай сөзге маған мне не безопасно деді. Маған бұл жер қауіпсіз емес уже, маған ауыр деді. Мен кішкентай ұрыста сондай нәрселерді ести беретін болсам, жарайды, бұрын естіп жүрдім да, қазір мен біз 11 жыл өтті ғой, нормально ғой деп ойлаған кезде маған ауыр болды. Сосын бар есің жи, жасың 30-ға енді келді, ары қарай дальше өміріңді мен былай саған жүргізе алмаймын. Андай ғой, ойбай, ондай идеальный еркек таппайсың, сөйтпейсің. Еще мен мамам андай ғой, сен қыздай тиген байың керек қылмаса, 2 ұл туып берген, енді сені кім керек қылады дейді. Ол да бір күшті бір тұз жағып береді. Сосын сол кезде мен мама мен өзіме керекпін деген жауап айтты. Мен өзіме керекпін. Жарайды, олар бізді негізі үйіне кіргізбейді, әке-шешем негізі вообще кеткен қыз шиден әрі деп айтады. Екеуіңе керек емес болайын, бүкіл әлемге керек емес болайын, мен өзіме керекпін ғой. Ана 2 балаға сау ана керек қой, менің жаным сау емес. Сол кезде барып, маған ешкім керек емес, маған бүкіл ата-ана менен бас тартсын, бәрі жаман десін, бірақ мен жоқ болса, мынаның бәрі құны жоқ қой, менің жаным жоқ болса деген нәрсе болды. Сол кезде мүмкін есім жүйін деп ойлаймын. Сіз рухани жетекші ретінде айтыңызшы, қазір ажырасу көбейген сияқты, әлде қазір ашық ақпарат көзі көбейгеннен кейін бе, әлде расымен қазір адамдар сондай бір кезеңнен өтіп жатыр ма? Әсіресе танымал адамдардың өмірінен біз көп көреміз ғой, ажырасып жатқан, кеше әдемі жұптың картинасын бізге ұсынған адамдар қазір ажырасқанын жариялап жатыр. Бұл неден деп ойлайсыз? Негізі мынандай ғой, ажырасу, ажыраспау деген нәрсенің бәрі ол документальный нәрселер ғой. Адам өзін сол адамның қасында бұрынға дейін бір нәрсемен байлап келуі мүмкін. Бізде қазір көп нәрсе. Негізі әйел адам сөйтіп байланады ғой, мен балаларыма жақсы қарап жатыр, ақша тауып жатыр, сөйтіп жатыр деп бір нәрсе ұстап тұрады да. Сосын бір моментте түсінеді, что оның бәрін өзі жасай алады екен, ал бірақ жаңағындай моменттер болады. Шынымен де бұл адамның қасында мен бармын ба, ол адам мені сезіне ме, әңгіме бар ма, жоқ па, тіпті кішкентай ұрысты біз сөйлесіп шеше аламыз ба, шеше алмаймыз ба деген кездерде, қазір байқасаңыз, ажырасулар ондай бір үлкен глобальный бұрынғыдай біреуді өлтіріп кетті, біреуді ұрып кетті, соғып кетті емес, түсініспедік деп ажырасады. Сонша жыл өтсе де, разница жас таңдамайды ол. 50-де болса да ажырасып жатыр, 40-та болса да, 30-да болса да, жай ғана адамдар бұрынғыдай еркектен құдай жасауды қойды деп ойлаймын. Ұсталып тұруды, тек сырттай ұсталып тұруды қойды деп ойлаймын. Байқасаң, семья негізі бізге внушать еткендей, әйел ұстайды семьяны деп айтады ғой. Негізі жартылай келсем бұл жерге, потому что еркекке бәрі удобно ғой. Тамағы бар, баласы қараулы, үй жинаулы, жағдай жасаулы, үлгілі отбасы.
әйелдің ғана өзінің ішіндегі нәрсесі. Сөйтіп әйел ұстап тұрады. Әйел шыдайды, әйел көнеді, бір күні шыдамайды, көнбейді, сосын түсініспедік деп кетіп қалады бұл. Психологтардан қорқады, осындай сөздерден қорқады, ажырастырып жатыр деп. Айтпағым андай ғой, ешкімді ажырастырмайды. Берік қамалды алып ешкім бұза алмайды. Егер осындай нәрседен қорқып отырсаңыздар, онда өте слабый, қамал өте слабый болған. Мен де бұрын күйеуім, сен анау құртты, мынау құртты, енді күшті ғой, бізде ананы тыңдап алдым, мынаны тыңдап алдым да, сосын сөйтіп кеттім, жаным, ол сырттан нәрсе болатын болса, настолько біз сонда әлсіз болғанбыз ба деймін да. Сырттан келіп бір нәрсеге бізді құлата салса, онда біз сонда әлсізбіз ба? Әлсіз отбасы болғанбыз ба? Оған қамал деп, отбасы деп атау беріп, біз сонда әлсіз болғанбыз ғой. Егер бір кішкентай адамның сөзі келіп, менің отбасымды бұзатын болса, одан емес. Қалай ойлайсыз, алдағы уақытта жалғыз басты адамдардың саны көбейеді ме? Жалғыз басты емес, жалғыздықты қиындық деп көретін адамдар азаяды деп айтайыншы. Өйткені жалғыздық деген ол бізге қойып бергенде қиындық, жаман емес, адамның күші ашылатыны, өзімен толыққанды екенін сезінетін уақыт. Сол кездерде осознанный, саналы түрде жаңағы мұхтар шаханов айтқан сана биігінде жолығатын адамдар көбейеді. Ол жасқа қарамайды, ол уақытқа қарамайды. Сол кезде адамдар түсінеді. Мен біреумен толыққанды емес, бір адам келіп менің бір жерім жыртығым жамау керек емес. Мен өзім толыққандымын. Менің қасымда сондай толыққанды адам болды. Бізде мына жер мынандай, сосын анау келіп емдеді, сөйтіп өлеңдерде сондай ғой, біреу келіп мен емдеді, жылағанымды сүртті деген сияқты. Біз бір инвалид келіп бізді екі бүтін бола алмаймыз. Сол үшін екі сау адам ғана сау отбасы құрады. Бір жері кеміп, екінші жері кеміп отырған екі кем адам бір сау отбасы құрамайды. Сол үшін де болашақта жалғыздықтан рахаттанатын, жалғыздығының күш екенін сезінетін адамдар көбейеді. Осознанный жаңағындай тұрмысқа шығулар, үйленулер көбейеді деп ойлаймын. Яғни тек документацияға жүгіріп, мен лишь бы үйлендім екен дейтіндер азаяды деп ойлаймын. Яғни өзін сыртпен құнды қылдырып, документім бар, әйелмін, күйеумін дегенге асығатындар азаяды. Оның ешқандай мән мағынасы жоқ екенін түсінеді деп ойлаймын. Өзіңіздің алдағы уақытта тұрмыс құратын ойыңыз бар ма? Конечно. Әлде қайта татуласу деген ойыңыз бар ма? Ой, менің случайымда біз бір рет ажырасып қосылғанбыз. Көресің, сырттығын ойлайсың, мүмкін енем болған шығар, мүмкін анау болған шығар деп ойлайсың. Қазір андай, ол адам өте жақсы адам, өте жақсы. Өзінің деңгейінде өте күшті, мен де өз деңгейімде өте күштімін. Біз бірақ бірге болған кезде не ол қысылады, не мен қысыламын. Ол менің ырқыма көнгісі келеді, сен үшін тырысамын деп айтады, бірақ оған тар болып отқан түсінесің. Мен де оған нетем. Сосын бар. Үйлесімді жұп деген қандай болады сонда? Бір белгілер бар ма? Біздің қазақ тең-теңімен дегенде біз тек сыртқы материалдық нәрсемен өлшейміз ғой. Тең-теңімен деген ол сен клубта жүріп, сен барып намаз оқитын қызбен үйлене салу дегендер де көп та. На ее фоне они хотят подтверждать өздерінің иманына. Яғни үйлесімді жұп деген изначально екеуінің ой деңгейі, сана деңгейі, өмір сүру деңгейі бір адамдар. Изначально. Яғни әйел келіп күшті болып кетті, еркек келіп күшті жаққа өзгертті деген иллюзия ол. Ол жай ғана сен үшін бір кебін киюі мүмкін, бір айлық, екі айлық уақытша. Ертең ол кебін шешкен кезде сен отырасың ба, сен мынандайсың ба деп. Сол үшін деп ойлаймын, бір ортада, бір әңгімеде, бір жерде, бір ойда, бір әлемде өмір сүрсең, сендерге жеңілірек болады. Біз адамбыз ғой, ұрсу болады, басқа нәрсе, бірақ жеңілірек болады. Ондай қит еткен нәрсе ұрсу болмайды деп ойлаймын. Мен ойым, білмеймін. Екінші рет тұрмысқа шығу, ойымда бар, кездесулерге шығам, адамдар танып жүрмін, өзімше айтам кездесулерде. Мен 17 жаста тұрмысқа шыққам, мен білмеймін, мен свиданияның не екенін білмеймін, мен былай отыруды білмеймін, ондай нәрсе опытым да жоқ. Мен үйреніп жүрмін деп айтам. Сөйтіп отырып барам, өзіме сондайға рұқсат бердім. Барып күштімін демей, үйреніп жатырмын. Екі балам бар болса да, мен екі баламды некелі күйеуімнен тудым, біреуден барып туған жоқпын. Мен енді үйреніп жатырмын. Мен енді келіп жатырмын бұл нәрсеге. Маған қызық. Өзімді бір андай қайтадан 18 жастағыдай сезініп жүрмін. Ол кезде қателесуге рұқсат бермеген болсам, қазір қателесуге рұқсат беріп,
бәрін өзім ашық айтып, бұрын андай ой мына жерім мынандай деп жасыратын болсам, қазір осы жерім осындай деп тұрып айтып, одан еще кайфовать етіп мәз болып жүрмін да. Қызық екен ғой. Сондай. Әдетте тылсым әңгімелер туралы айтқан, болмаса бір қоғамның көзқарасынан кішкене таса шығып ойланған адамды былай деп айтып жатады да, ішіне жын кірген деп. Сіз туралы сөйтіп айтқан адамдар болды ма? Сіз қалай ойлайсыз? Бұрынғы күйеуім всю жизнь мамасы екеуі, енді енем екеуі бұрынғы сен Кабулковаға жат, сен Кабулковаға жат деп айта береді. Мен даже Кабулковам бар екен білмейтін. Сен жындысың, сенің әлемің бөлек, сен бір түрлісің, сен андайсың, сен мындайсың. Енді ол қазір енді айтады ғой, сен дұрыс айтыпсың, сол кезде біліпсің деген сияқты. Бірақ сол кездерде сен олардың тілінде сөйлемегенің үшін біз диагноз қоя саламыз, негізі жынды мынау андай депті. Бірақ мен білем ғой, өзім барып емделесің, көресің бәрін деген сияқты. Бірақ сол моментте сол тілде сөйлемегенің үшін айтатындар бар. Сен жындысың, сен басқаша ойланасың деп айтпайды, сен басқаша ойланасың, сен жаңағындай қызық, әлемді басқаша танып жатырсың демейді, бізде сен жындысың деген диагноз қояды. Бар емдел деген диагноз қоя салады да. Сол үшін де көп ондай. Тіпті мен әкемде мен сені түсінбеймін деп айтады. Мені түсініп де міндетті емессіздер деп айтамын. Яғни мені түсінбеуге де болады. Ол кісілер айтқаннан кейін жындыханаға барып көрдіңіз ба? Жоқ. Андай психологқа барам, психотерапевтке барам, қаралам. Олар не деді? Жоқ, бәрі нормально. Мынандай енді повышенная интуиция, повышенный сезімталдық бар, тану бар, тереңдік бар, бірақ оны біз андай ғой. Біз привыкли же мынау ағылшынша сөйлесе, андай ислам дінінде бізде кәпір дей салады ғой. Сен дініңде болмаса кәпір дейді да. Сол сияқты сен тіліңде сөйлемесе, біз диагноз қоя саламыз. Бірақ бір адам жынды екен деп мен жындыханаға тексерілген жоқпын. Бірақ бүйтіп білем ғой, психологический қандай уровеньда, қайда бардым, емделем, қаралам, мына заманда өмір сүріп жатырық та. Сол үшін ол подтверждениелердің бәрін өзіме алып аламын. Уақыт өте келе ол адамдардың өзін де естимін. Сенікі дұрыс болыпты деген. Сол үшін нормально, қазір оған нормально қараймын. Білем, осы подкасттан кейін де көп болатын шығар, мынау қоғам бір нәрсе деген жарайды, олай да болады. Басында түсінбеуі мүмкін адам, естімеуі мүмкін, естігісі келмеуі мүмкін, қашуы мүмкін, ол да дұрыс. Бұл өйткені адамдар өзінен қашып жүрген кезде бұндай әңгімелерді есту өте триггерно болады адамдарға. Өте триггерно болады. Сенен айналып қашқысы келеді, потому что өзін есту олар үшін жынды болумен теңді. Сол үшін адамдар жынданады. Өйткені өзіне мен қалған адам басында сондай бір этаптан өтеді. Сол үшін де адамдар жалғыздықты ауыр қабылдайтын сол, жынды болып кетеміз деп қабылдайтын сол. Бір этаптан өтесің ішіңде, сырттағы үннен кетесің. Ал оған келуден қашатын, оны көруден қашатын адамдарға өте триггерно болады. Ауыр қабылдайтын болады. Өйткені бір бойын басып кетуі мүмкін. Сол үшін олай да болады. Қазір қабылдамай қоюға болады, мені қазір түсінбей қоюына болады. Түсінетін адам түсінеді, түсінбейтін адам өз деңгейінде өз уақытында түсінеді. Түсінбей қойса да болады. Керек емес шығар мүмкін оған оны түсінікті. Бірақ егер реакция негативный болатын болса, онда ойлану керек. Не үшін мен бұған негативно қарап жатырмын, не үшін мен бұны триггерить етіп жатыр, қай нәрсемді басып кетті деп. Кейбір адам өтіп кетеді, жай айтып жатыр, маған қатысы жоқ. Кейбір адам жынданып өтуі мүмкін, мені жек көріп, боқтап, мазақтап, значит, что-то болит. Соны бас кетті, болды. Сондай нәрсе. Андағы әр адам өз деңгейінде айтады ғой, өз әлемінде көреді. Сол, Асмира ханым. Сіз өзіңіз тану жолында неше түрлі дәрістер алдыңыз ғой, сол білген, түйген, тапқан ақпараттарыңызбен қазір бөлісіп жатырсыз ба? Қазір немен айналысып жүрсіз? Мен жалпы 2019-дан 2022-23-ге дейін ораторский салада мен ораторлық мектебім болды, 10 мыңға жуық шәкірт тәрбиеледім, жаңа тренерлыққа. Потом 2022-ден бастап ақырын енді бұрыннан осы нәрсе білем, карта желания бір бәле деп бетін ғана қарап жүрдім ғой. 22-23-те Джозеф Пензадан барып, Джон Какадан барып оқып, Балида неше түрлі нәрселерді оқып, ретриттарды өтіп, осы жолды өзім қабылдағаннан кейін барып, енді мен оратормын, мен адамдарға жеткізе аламын, жақсы. Басында оқыған кітап деңгейінде түсіндіріп жүрдім. Қазір соңғы бір жылдықта мен адамдарға осы жан мен мидың байланысын түсіндіремін. Өйткені тек мимен, мен өзім де тек мимен жүрдім. Бірақ тек мимен жүрген кезде жан ауырып бастайды, жан қиналып бастайды. Өйткені біз тек мимен тұрмаймыз.
Сол үшін қазір менде өте көп шәкірттер бар, өте көп жаңағы адамдар бар, менен кеп дәріс алатын, менен кеп консультация алатын деген сияқты ше. Білмеймін, менде сондай бір қабілет бар ма, қасиет бар ма, мен өзімнен өткен нәрсені аша аламын, жақсы түсіндіре аламын. Ғылыммен де, дінмен де, жанмен де байланыстырып жеткізе аламын. Адамның қай деңгейде екенін ашып көрсете аламын. Ары қарай көмектесуге, ары қарай жолында көрсете аламын. Сол нәрсе бар, ол қабілет бар, ол ораторлықта да болған, тренерлықта, и мына жақта да жақсы алып келе жатырмын. Өзімді духовный наставник ретінде позиционировать етіп жүрмін. Практикамен, өзімнің жолымда өтіп жүрмін. Тек ғылыми деңгейде, тек білім деңгейінде емес, оны сезінген адам ретінде, түсінген адам ретінде, өткен адам ретінде, тәжірибесінде қаншама шәкірттер бар адам ретінде, сол жолдамын. Қазір бір техникаңызбен бөлісе аласыз ба? Сізде байқағаным, сізге келген адамдардың нәтижелері салынған екен. Мен осынша ақша таптым, кредитімнен құтылдым деген сияқты. Не істеу керек? Жаңа басында айтып кеттім ғой, техника уже деген. Уже. Медитация жасасаңыз да, бүйтіп жазып отырсаңыз да, сұрап, берші, болсашы емес. Қазіргі сәтте соны сезіну. Мысалға бір адам үй алғысы келуі мүмкін да. Қазіргі сәтте осы тұрып жатқан бір комната, 2 комната үйіңді сезініп көрші, сол үйің сияқты. Жұмысың 2 апта, 6 апта соны сезіну болсын. Медитацияда сезін, не болмаса жүрген кезде сезін, мына орындық менің үйімде, новый үйімде, как классно деп айтып көр. Даже озвучивать етіп көр. Тәнің сенсін, миың сенсін, жаның сенсін, осы сенікі екеніне. Дәл қазіргі моментте мына үй сенікі екеніне. Бірақ ол сенбей тұрып, сыртқа жүгіре беріп, бана ой айтады ғой бүйтіпші. Бірінші атыңа жазбасай, сосын көресің деген кезде мен бірінші сезінейін да. Өйткені біз всегда сырттан бір сезімді аңсап келеміз. Біз бүйтіп ойлаймыз, далада тұрып жатпайды ғой адамдар, бірақ үйді қалап жүреді. Ешкім далада тұрмайды, бірақ үйді қалайды. Өйткені ана үйден бір сезімді күтеді. Бір андай өзінікі деген сезім ба, не болмаса бір құндылық деген сезім ба, не болмаса сырт көздің алдында подтверждение алғысы келе ма, сол сезімді қазір бер. Яғни сол қазіргі сезімің ана сырттағы нәрсені магнит құсап тартып береді. Өйткені ешбір сырттағы зат, бізде 90% сыртпен, затпен армандайды адамдар ше. Өйткені ешбір зат саған эмоция сезім бермейді. Оны сен өзің создавать етіп аласың да. Сағандай ғой, мынау iPhone 17 Pro Max телефон просто обычный. Бұл затта, бұның ешқандай эмоциясы жоқ. Эмоцияны адам береді. Қуанады, сөйтеді. А сен соны қазір сезінші, қазір қуан, қазір ұстап көр, қазір сезім берші. Сол кезде мына зат саған как магнит будет притягиваться. Сосын ойыңда бір ғана бір жүйемен емес та. iPhone-да осындай ақшаға сатып алам, сөйткенде бүйтем деп жазады ғой адамдар. Нет, дай разрешение Құдайдың 100 жолына, 1000 жолына, миллиард жолы бар екеніне да. Біз бүйтеміз. Өзіміз оны сұраймыз, өзіміз оған бір ғана определенный жол ғана береміз, сосын сол жолдан ғана күтіп отырамыз. Сосын неге ол қиын болды, неге ол уақыты көп болды дейміз, потому что сен внутри не разрешала оның әртүрлі жолымен келуге, тек қана сенің жолың дұрыс емес, жаратушының шексіз жолына рұқсат берген жоқ. Сол үшін негізінде тез болады дейтіні сол да. Мысалы ғалымдардың, басқалардың, жодиспензалардың тез болады дейтіні сол. Бірақ біз қазір сіздің қалауыңыз тез орындалады ма? Иә. Күнделікті мысалы парковкаға орын табылуы болмаса, білмеймін енді. Сондай бір мысалдарыңыз келтіріңізші. Менде андай техника бар. Жаңа сіз айттым ғой, элементарно менде мысалға еще андай арман деп ат қоймаймын. Яғни арай алда не істегің келеді, қазір не істегің келіп тұр, қазіргі жоспарың қандай мысалға. Контенттер салып жүрмін ба, ойладым, енді контентке ашылып салсам қалай болады? Өйткені менің ойларым 1 минут ойға сыймай жатыр. Сол кезде сіз келесіз да ойға, мысалға сіз келесіз, басқа бір нәрселер келеді, тағы ашылайын деген кезде мен бүйтпеймін да, барып Асмирамен қалай сөйлессем болады, Асмирамен емес, мен бірінші проживай, арай, сезініп көрші. Сен сол орындасың ба? Сен сол жердесің ба? Соны қалай сезініп жатырсың? Қалай қабылдап жатсың? Ойыңды қалай жеткізіп жатсың деген кезде, это очень жаңағындай андай экологичный әдемі келеді. Сол үшін де менде андай бір нәрсе қалай келеді сырттан емес, мен қазір сезініп көрейінші деп 1 апта уақыт беремін, 2 апта уақыт беремін. Өйткені тән оны сезу керек. Элементарно айтайыншы, мен Америкаға 2 рет визаға отказ алғам. 2 рет андай болатын, сыртпен қырғын, жойғын, документтер жинаймын, ақшаны счетта күшті қойып қоямын, 10 000 $20 000. Үшіншісінде просто тәпішкейім барын. Не документ жоқ, не түк жоқ, просто жаңағы не анкетам.
бірақ оған дейін 1 ай бойы Вьетнамда мен өзіме ретрит жасап келдім. Жүрдім. Жаңағы мен бүйтіп айтамын, всегда мен, оказывается, монастырьда көрген нәрсе мен сама проживала, просто өзім жүремін да. Отырамын да жаңағындай. Мен всегда ана уровеньда қалқаған екенмін. Виза алайыншы деген уровеньда. А маған виза негізі маңызы жоқ, маған Американы көру керек. Маған Америкада жүру керек та. Сөйтсем де 1 ай бойы бүкіл Вьетнамдағы әр жерге, это Нью-Йорк, это Майами, это анда, это мында, я здесь. Еще ағылшынша сөйлесіп, шетелде, может, это еще больше повлияло. Мен уже жаңағы не бас көрепті вертолетпен ұшып жатырмын. Я это прям жазам. Телом сезема, и сол кезде түсіндім мен. Сол уақытқа жазу керек па? Жазған кезде тело сезеді, жақсырақ сезеді, сен жүресің, сезінесің. А 2 рет отказ болғанда мен виза алайыншы деп қана баратын да. Ортадағы нәрсе ешбір маңызы жоқ қой. Менің целім виза емес, менің целім Америка көру. Онда неге мен ортада тұрып қалдым? Сол үшін де ортада тұрғаннан кейін ортада 2 рет тұрып отказ алдым да. Мен ана жерде, я уже визам бар, мен уже Америкада қалай жүрмін. Как я общаюсь с адамдармен, қалай мен өмір сүріп жатырмын, қалай менде бәрі күшті болып жатыр. Соны ойлаған кезде виза это как будто само по себе по умолчанию жүретін нәрсе да. Сол сияқты үйді қалаған кезде ол ақшасы ол по умолчанию жүретін нәрсе. А біз ортада ақша тұрып қаламыз ғой. Ақша қашан келеді, ақша қалай келеді үйге деген сияқты. Это же цель ақша емес қой. Цель-то үйде өмір сүру, үйде жүру. Сол үшін де біз ортада қалып қаламыз. Ортада біз ортаны ғана ойлаймыз. Анау қалай келеді, мынау қалай келеді. Сенің целің ол қалай келген емес, сенің целің соны қалау, соның ішінде жүру ғой. Тогда соны проживать ету керек. Сол үшін де андай да, жаңа айтатын, мен процесс ойламаймын. Асмира қалай жазам, кім ба, не қалай табам, аға келеді емес. Просто мен оны проживать ете аламын ба, мен оны сезіне аламын ба, мен оны тәнімі қабылдаймын ба, жанымы қабылдаймын ба, өзім қабылдаймын ба, значит, все классно. А егер қабылдамаса, давай проживаем 1 апта. 1 апта осы оймен жүрейік. Осы ойды жаңағы медитацияда жасайық, жазып көрейік, өзіміз қалай сезінеміз, қалай болады. И все моментом уже өз болады. Сондай нәрселер бар. Жаңа Американ визасы сияқты. Мен қыздарға айтып жатырмын, подругаларым, оказывается, 2 рет визада отказ алғаным, мен всегда ортасын жаза беремін. Виза алдым деп. Маған не қажеті бар? Мен Америка емес па менің қалауым? А ол кезде виза по умолчанию жүретін нәрсе емес па? Ортада қалған кезде біз ортада қалып қаламыз. Жаңағы не үшін біз Құдайдан сұрау дұрыс емес деп жатырмын, потому что сұрау деңгейінде қалып қаласың. Мы уже сұрау деңгейінде тұрып қалады да. А когда сен уже бар деген деңгей қандай? Мен осыны таңдаймын, маған бергеніңе рахмет, оп-оңай бергеніңе рахмет. Яғни алдын ала алғыс айту, алдын ала алғысты сезіну, алдын ала бергенін сезіну. Біздің дінде де айтады ғой, сен неге сеніп сұрайсың, сол болады дейді. Сенің сенімің оның бар екеніне сенсең, ол бар болады. А егер ортасында тұрып қалу деген сенім болатын болса, онда ортасында тұрып жүре бересің. Получается, бәрі сыртта емес, бәрі біздің ішімізде негізінде көп нәрсе. Сол үшін сыртқа акцент уже кетіп қалды менде. Бірінші очередьтанда, а почему мен оны қазір сезіне алмаймын? Неге мен сыртта деп сезініп тұрмын, неге ол сыртта күш деп сезініп тұрмын, қазір неге сезінбей жатырмын? Ертең иллюзия ғой, ол келгенде де мен оны сезінбеймін ғой, иллюзия ғой. Мен ертең мынау келіп мынау маған бақыт сезім береді десем, ол иллюзия ғой ол. Ешқандай зат маған бақыт сезім бермейді. Оны сезімді мен придумывать етемін да. Адам придумывать етеді сезімді. Қуанып бір бәлестеп бір жерден көріп алғанын нетіп придумывать етеді. Бірақ ана зат, мебель, үй, ол ешқандай сезім бермейді, ол заттар. А сезімді придумывать ететін біздер сырттан көріп алғанбыз. А соны қазір придумывай тогда. Қазір сезін, қазір нет. Сол кезде ана зат саған просто по умолчанию келетін болады. Сенде уже ана сезім бар ма, по умолчанию жүретін болады. Яғни оның табиғаты сол. Адамға да байланбау керек. Адамға да байланбау керек. Өйткені біз де өзімізде тұрақсыз адамбыз ғой негізі. Кез келген адам біз сияқты. А біз тұрақтылықты дұрыс деп санап үйренген кезде адамға қатты байланамыз. Адамның тұрақсыз болуы да қалыпты нәрсе. Өйткені ешкім 5 жаста қалмайды, ешкім 10 жаста қалмайды, ешкім сол жердегі түйсікте қалмайды. Адамның өзгеруі сол да. Біз не үшін қиналамыз? Біз адамдардың өзгеруінен қиналмаймыз, өзіміздің ожиданиямыздың тұрақты болып, оның тұрақсыз болып кетуінен бітті. Сол жерде страдаем. Яғни ол адамның өзгеруіне құқық бар. Они имеют право өзгеруге, сенен бас тартуға, сені қаламауға. А біз бетеміз, мені қалау керек, өзгермеу керек. Сол кезде қиналамыз. Жай ғана адамдардың қандай болуына рұқсат беруді болды. Сені жек көруінен жақсы көруіне, сенімен бірге болуына, болмауына, бірақ от этого у тебя ничего не изменится. Яғни киім ауысып жатса да, менің тәнім одан ешбір өзгеріс алмайды. Ол миллиардтың киімі болсын, 10 теңгенің киімі болсын, одан разница жоқ. А біз өзіміз байланамыз, киімге байланамыз, дүниеге байланамыз, сөйтіп страдайым, бір жеріміз кесіп алған құсап қуамыз да, имитируем проблему. А так проблема жоқ, біз просто имитация жасаймыз всегда.
жұмақ пен тозаққа сенесіз ба? Жұмақ пен тозақ мына өмірде екеніне сенем. Мына өмірде жүріп тозақта жүрген адамдар көп. Өлгеннен кейін адам қайда барады? Мен қазір де бір өмірдемін. Ана өмір ма, қай өмір білмеймін. Сол үшін де өлгеннен кейін жәннат, тозақ дейтін өмір емес, бір өмір барына сенем. Мына тәнім кеткеннен кейін жанымның басқа баратын бір өмір бар дегенге сенем. Бірақ ол жәннат, тозақ, ол андай өмір, мындай өмір деген атауды білмеймін мен. Осы туралы ғибадатханада айтты ма сіздерге монахтар өздерінің лекциясында? Монахтар бізді мына табиғатпен бірсіңдер деп үйретті. Біз жалаң аяқ жүрген кездегі нәрсеміз, қараш, сен мына табиғаттың бір мүшесісің, құмырсқа сияқтысың, шыбын сияқтысың. Оның да жаны бар, ол да ұшады, ол да сен құсап бір нәрсе, бір бәлесін тырбаңдап жүрді. Бірақ қай кезде өзіңді Құдай санап кеттің, қай кезде өзіңе ауырлық алып кеттің, повышенная эмоция, повышенная энергия, повышенный біреуге акцент бересің, повышенный сол жерде қиналасың. Әйтпесе сен де бір тіршіліксің ғой. Ана біздің де не бар ғой, Сүлеймен пайғамбармен ара сөйлескен кезде айтады ғой, сен қалай балың тауып жатсың деген кезде, мен білмеймін, ызыңдап жүрмін, балды Құдай береді дейді. Сол сияқты біз просто негізінде біз ойлаймыз, біз бір бәле шешіп жатырмыз деп ше. Біз просто табиғаттың бір мүшесі екенімізді түсінсек, табиғатта бәрі бар ғой. Жердің үстінде бәрі тұр ғой. Алтының да, бриллиантың да, тамағың да, неше түрлі құнарлы өнімдерің де бәрі жердің үстінде. Біз бірақ осы табиғатпен бір екеніміз, мына әлеммен бір екенімізді сезбейміз. Сол үшін де біз ойлаймыз, қиын ол менде жоқ дейміз. Потому что біз онымен бір емеспіз. Біз онымен алыстамыз. Бізге Құдайды алыстан үйретті. Құдай анда, Құдай көкте, Құдай Меккеде, Құдай бір жерде, Құдай анда. Құдай сенің ішіңде. Құдай сенен бөлек емес. Сен Құдаймен бірсің. Құдаймен бір адамда страдание болмайды. Құдаймен бір адам қиналмайды. Құдаймен бір адам армандамайды, қиялдамайды. Құдаймен бір адам мен арманым, қиялыма жете алмаймын деп ойламайды. Бізге соны үйретті. Яғни буддизмдердің өзіңді тану арқылы Құдайды танисың дегенің осы. Біз бірінші Құдайды алыстан танимыз да, сосын мен қайдамын, Құдай екеуі бөлек құсап жүреді. Бүйтіп екі арада. Сол үшін де бүйтіп отыратын сол. Яғни өзінің ішімен сөйлеспейді. Бүйтіп отырып сөйлеседі. Сенің ішіңде ол. Любой жерде отырып сөйлесе берші, намаз оқымай ақ та, любой жерде отырып сөйлесе берші, Құдай сенің ішінде ести береді. Ол үшін мекен керек емес, мен жаңа мекен айтқаным сол, мекен керек емес, бір жер керек емес ол. Яғни мен монастырға қайта-қайта баруым керек емес уже. Ол тануға көмектеседі, бұл жол. Негізі мен мына жерде айтсам болады, мұсылман діні, қай дін болмасын өте жақсы діндер, бірақ дінмен де өзімді байламаймын. Атеист емеспін, бірақ дінмен де байламаймын. Құдайым бар, жаратушым бар. Ол Алла ма, ол Раббым ма, ол жаратушы ма, ол Құдай ма, білмеймін, бірақ бар. Күш бар. Шексіздік бар. Көк тәңір деп те айта алмаймын. Бар ол. Мен бар болсам, онда Құдай бар. Ал дін, жүйе, буддизмда жүйесі, исламда жүйесі, білмеймін олардың. Олар егер таңдау керек болса, онда ислам таңдаймын. Егер бір шарт қойса, таңдау керек, онда ислам таңдаймын. Болды. Бірақ қазір жүйедемін деп айтпаймын. Егер таңдауың міндетті десе, ислам таңдаймын. Болды. Негізі бізден ешкім сұраған жоқ қой, сен мұсылман боласың ба, болмайсың ба? Біз ата-бабамыз мұсылман болғаннан бізде мұсылман болып кеттік қой. Ешкім зерттеген жоқ қой, өзінің дінін. Ешкім кәлимасын әлі айтпағанда шығар. Менің әкем мұсылман, шешем мұсылман, мен мұсылманмын деп отырамын. Кәлима айтқан баланы көрдіңіз ба? Құранды өзі ашып оқып жатқан бала көрдіңіз ба? Жоқ, дінім мұсылман дейді, болды. Бірақ не ол мұсылмандық? Діннің ішінде не жатыр? Қандай күш, қандай мейірім, махаббат? Біз просто анау мұсылман, ата-бабам мұсылман, мен де мұсылман деп отыра береміз. Кәлима айтпағандар да көп негізі қазір. Бірақ мұсылманмын дейтіндер бар. Сол, егер діндерді таңдау керек болса, ислам дінін таңдаймын, бірақ қазір дінде емеспін. Мұсылман емеспін. Дінде емеспін. Ешбір дінде емеспін. Мұсылман да емеспін, кәпір де емеспін, буддист емеспін, мен адаммын, мен араймын. Бірақ дін таңдау керек болса, ислам дінін таңдаймын.
не болады білмеймін, ертеңші. Сұхбатыңызға рахмет, ерекше ойларыңызға рахмет. Сіздерден пікір күтеміз. Сіздердің пікірлеріңіз бізге де қызық болып отыр. Сондықтан міндетті түрде пікір қалдырыңыздар. Өйткені сіздердің әрбір жазған пікіріңіз, әрбір басқан үлпіліңіз бір ғана сіз үшін қадам болса, біз үшін үлкен қолдау. Рахмет. Рахмет сізге, Асмира.